Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қыз-келіншектер, сіздерге керемет жаңалықпен келіп тұрмын. Біздің теңдессіз дұғалар атты кітабымыз жарық көрді. Кітаптың сыртында көріп тұрғандарыңыздай, әрқайсымыздың өмірімізде шиеленіскен, тура шешімі жоқтай проблемалар өте көп. Мысалға, қарызға бату, иманның әлсіреуі, қарым-қатынастың нашарлауы, балаға мұқтаждық тағы басқа. Әрбір мәселенің міндетті түрде шешімі болады. Яғни, шиеленіс дағытып беретін кілті болады. Ол дұға. Дұға біздің иманымызды арттырып, Алла Тағаламен қарым-қатынасымызды реттейді. Теңдессіз дұғалар кітабында дүниемізге және ақыретімізге пайдалы болатын көптеген дұғаларды жинақтадық. Кітапқа алғашқы тапсырыс бергендерге керемет сыйлықтар дайындадық. Олар Рамазан құпиясы атты сабақ және 3 адамға ерекше сыйлықтар бар: Умра қажылығы, Стамбул қаласына саяхат және ақылды чемодан. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Ешқашанда, грубо говоря, айтатын, ешқашанда сіз ана атанбайсыз, ешқашанда сіз ана болмайсыз. Әрине, мен негізі барлық ортада дұғамен ғана аман қалдық қой, Аллахтың қалауымен. Мен 33% қана маған гарантия берген, бірге операция жасаған кезде, алдарды қабырғам алдынан артын алып тастаған кезде, мен жүрегім артып табылатын, жүректі алса, сен қазір дайынсың ба дейді, ана өмірге кетіп қалуға. Дайын емеспін мен. Осыны айтты, мені сүйіп қалды енді, бетімнен сүйіп қалды енді, Аллах уәлі, мен шамба шығып. Көтер алмаймыз да, күрсінеміз, неге бізге бермейді, ол мүмкін бізге сол моментте хайырсыз болуы мүмкін. Қазіргі таңда неге көп диагноздармен туылады, ерте босанып қалу, неге дамымай қалу жағдайлары көп кездеседі. Сенің баланың жаңағы даму ақауы бар бүйрегінде, егер сен ол бала дүниеге келетін болса, былай айтқан кезде инвалид болып қалуы мүмкін. Егер шынымен де сізге бұл бала керек болатын болса, онда сіз 40 күн бойы тахаджудке тұрыңыз, прям үзбеңіз. Ол кісі сол бала сүйе алмаған, жас кезінде сол кезде айтыпты. Әйтеуір бала берші деп айтты ше. Әйелдің өміріне қауіп төнеді болса, онда баланы міндетті түрде алдырып тастау керек. Я разрешаю, деді маған, до 7 месяцев, я вижу, какая ты сильная, ты через столько все прошла. Біз бәріміз мы все принадлежим Аллаху. Бұл бала да Аллахқа тиесілі. Или неге саған Алла Тағала осы уақытқа дейін бала бермей жатыр? Мына кісінің жаны бар ма, жоқ па, неменеге дауыс шығармайды? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қыз-келіншектер, бүгін Алланың шексіз мейірімен, мархаметімен келесі подкастымызды бастаймыз. Бұл подкаст өте көптеген қыз-келіншектердің сұранысымен болды. Өте маңызды, өте жүрекке жылы болатын тақырып қозғалады иншалла. Бүгін подкастта қонақта бізде Анеля Мұратқызы, барлығыңыз білесіздер. Және менің оң жағымда Айдана Қазиева, бұл кісі дәрігер-гинеколог. Не үшін осы екі қонақты шақырғанды өздеріңізде біліп тұрған шығарсыздар. Подкаст бүгін бала сүюге қатысты болады. Подкастты бастамас бұрын, қыздар, мен күшті бір жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Алла нәсіп етсе, осы подкастты соңына дейін көреміз да. Теңдессіз дұғалар кітабын өзіңіздің Инстаграм парақшаңызда немесе TikTok парақшаңызда белгілеп, одан кейін әдемі коммент қалдыратын болсаңыз, біз сізге теңдессіз дұғалар кітабын сыйлыққа береміз. Бұл сыйлықтың иесі 10 адам болады, иншалла. Қазір Қазақстанда статистика қарайтын болсақ, әрбір 6-шы ерлі-зайыптылар бала сүйе алмай жатады екен. Бұл енді статистика бойынша білмеймін, Қазақстан бойынша, дүниежүзі бойынша біз нешінші орында екенімізді. Бірақ та негізі бір ойланатындай көрсеткіште ойлаймын, Алла жақсы білуші. Соған орай біз бірінші енді осыған келмей жатып, өзіміздің өмірімізде болған оқиғалармен бөлсек. Анеля, Алланың қалауымен 10 жылдан кейін балалы болдыңыз, иншалла. Димаш Дінмұхаммед. Машалла. Осы нәрсені бір айтып өтіңізші. Менің естуім бойынша сізге де дәрігерлер болмайды деп айтқан, жаңағы. Одан алдын сіз 14 операция өткіздіңіз ғой. Сосын мүлдем бала болмайды деді ме, жоқ әлде қалай деді? Мен 2019-дан бастап жалпы ауырып бастадым. Менікі приобретенная болезнь. Өте көп деген операцияны өттім. Мен қазір бір өкпем жоқ, алды-арты қабырғаларым жоқ, кишечнигім жоқ, 8 сантиметр. Мойнына өте көп деген айта берсем көп. Мен біраз операция жасалды. Әрине, любой врач
көтермейсің деп айтады, бала сүймейсің деп айтады. Бұл жерде бала сүю де емес, имеется в виду бала көтеріп алмауда емес, көтермейсің деген бұл жерде қойылды. Әрине мен енді күйеуіммен 14 жылмен біргеміз. 10 жыл бойы енді некедеміз дегенде 10 жыл бойы некедеміз. 10 жыл бойы әрине ол арман. Мен күйеуім өте қатты балажан. Баланы қатты жақсы көреді. Баланы енді жасына, түріне, сортына қарамайды. Баланы самолетте кездессек те, пойызда кездессек те, көшеде жылап жатқан баланы сразу көтеріп алып жұбататын кісі менің күйеуім. Мен енді өзім қатты балажаным деп айта алмаймын өзімді. Аллахтың қалауымен өте көптеген ота себепті гинекологтар әрине маған бала сүймейсің деп айтты, болмайды деді. Көтере алмайсың, сенің өміріне өте қатты қауіпті. Негізі былай бала сүйе аласыз сонда? Бала, бірақ сіздің денсаулығыңыз зиян болады, бала? Мен өміріме зиян. Өйткені мен сатурациям өте төмен. Енді сіздер білесіз, сатурацияны өте төмен. Демала алмайтынмын. Кислородқа тәуелді жан болдым. Аллаға шүкір, қазір мен кислородты тек мысалы арасында күніне 1 рет жесем болады. Бұрын мен осы жүре алмайтынмын. Бүкіл жерге мен сонымен баратынмын. Сол кислородты күйеуім арқалап, екеуміз бүкіл жерде бірге жүретінміз. Мен осы демала алмайтынмын. Енді гинекологтарға келетін болсақ, маған барлық енді есігін жауып шығарып салатын қызым қоя ғой деп. Ешқашанда, грубо говоря, айтатын, ешқашанда сіз ана атанбайсыз, ешқашанда сіз ана болмайсыз. Әрине мен қолым үзген кездерім болды. Әрине мен қатты жылап түнеліп кеткен кездерім де болды. Мен үшін Аллах барлығын көруші, Аллах барлығын білуші, күйеуім қатты мотивация болды. Всегда айтатын, неге сен врачтардың айтқанына сенесің, неге сен соларға тек солардың сөздеріне кіріп аласың да шыға алмай, өз-өзіне соны внушаешь, сөйтіп жүресің деген сияқты. Неге сен Аллахтан сұрамаймыз? Неге? Аллах қой бұл жерде бәрін реттеуші, бәрін білуші, сезуші, барлығын беруші, ол тек қана Аллах. Енді былай қарап отырсаңыз, мысалы, күйеуім өзі сұрайды да, мысалы, да, мен өзім солай ойлаймын. Күйеуім бала сұрайды да, мен сұрамаймын деген сияқты бұл жерде. Мен врач айтты ма, значит болмайды деген сияқты, значит болды. Но енді сол бана айтқандай, күйеуімнің мотивациясы себепті, мен де өзім қолға алып, мен кәдімгідей Аллахтан дұға сұрап бастадым. Негізі барлық отада дұғамен ғана аман қалдық қой, Аллахтың қалауымен. Мен 33% қана маған гарантия берген 2016 жылы 33 қана процент гарантия берген. Мен жүрекке, қабырғаға бірге операция жасаған кезде, алды қабырғам алдынан артынан алып тастаған кезде, мен жүрегім артта болатын, сол жүректі алға келу үшін үлкен күрделі операция жасаған. Сол кезде барлық мене отказ берген болатын. Қазақстан, Китай, Москва, от меня все отказались. Кореяға алған болатын мені. Но мен Кореяға ұша алмаймын. Мен хирургым, Аманжол Данович, ол кісіні айтып кетпесем болмайды. Сол кісі өзі Кореяға барып, біз үшін өзі барып, сол жақтан оқып, практика жасап, маған келіп, Қарағандыға біз сол жақтан жасатқан болатынбыз. Сол операцияда маған 33% қана гарантия берді аман қалуыма. 70%, грубо говоря, өлесің деген сөз. Сен тұрмайсың операциядан деген сөз. Дұға, тахаджуд. Намаздың алдында, операцияның алдында тахаджудқа тұрып бастадыңыз ба, қалай болды? Почти күнде деп айта аламын. Но тахаджуд қой. Не деп сұрадыңыз сонда? Аман есен, негізі мен андай сұрамайды екен басында. Бірінші Аллахты мадақтаймыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтамыз. Мен андай сұрамайды екен. Аллахым, ты лучше знаешь. Мүмкін осы мен осы уақыт қана шығар өмір сүргенім. Өзіне аманат еттім. Андай сұрау жоқ та, мен, я Аллахым, осы операция аман есен мен алып шықшы. Мен олай сұрап бастадым. Тоже, субханалла, мен ағам, туған ағам, өзі уже 10 жылдан аса тоже намаз оқитын кісі.
сол кісі маған өте көп осы дінге келуім себепті сол кісі болды, туған ағам болды. Сол кісі де айтатын да, былай сұрау керек, Анна, сен былай сұра деп. Сен өміріңді Алла тағала, сен қазір дайынсың ба дейді, ана өмірге кетіп қалуға. Дайын емеспін мен. Аллахтың алдына баруға дайынсың ба? Дайын емеспін мен. Артымда түзеп кетуім керек мен. Кәдімгі қатты мотивация берді маған. Бірақ оған дейін дұғада не деп тілейтін едіңіз? Банағыдай тілейтін. Алла тағала, Аллахым мүмкін осы маған берген уақытын шығар. Хайр, мен шүкір, Аллахым шүкір еттім, мен бәріне дайынмын. Барлық нәрсе дайынмын. Андай сұрап бастадым да, сол операцияның алдында мен Алла тағала хирургты бізге кездестіріп, сол хирургпен бізді жолықтырып, сол хирургты жіберіп тұр ғой ары қарай. Маған күйеуім айтады да, сол кезде мен всегда қоштасып, енді андай бүкіл отада, уже 10 шақты отада, уже 2016 жылы 12-шісі ма, сондай. Сол кезде күйеуіммен просто жайт енді спокойно кететін операция, привычный нәрсе да. Аман сен барып шығамын, андай қатты қорқыныш болған жоқ. Мұнда 33% деген қатты қорқыныш болды да, андай. Уверен болдым, мен тұрмайтыныма. Аллах көріп тұр. Сіз өзіңіз іштей сөйлеп тұрсыз. Мен ішінде сездім, иншалла мен тұрмаймын отадан. 33% деген учё деген. Почему? Потому что мен өгіз есімді әрең білемін, өгіз атымды тока елезіні. Вообще живой труп болдым мен сол кезде. Сол кезде мен күйеуім айтатын операция, мамам бар, күйеуім бар. Мамам бетіне сүйдім, күйеуім мен таканса операцияны шығарып салатыр. Осыны айттым, мені сүйіп қалды енді, бетінен сүйіп қалды енді, Аллах уәлі, мен шығам ба шықпаймын. Жоқ дейді, мен сүймеймін дейді. Неге сүймейсің, мен настроениесін неге? Иншалла сен осы операция шығасың, сол кезде сүйемін дейді. Сен иншалла Алла тағала сен шығарады, мен сен сүю үшін, иншалла Аллахым шығарады. Мен тоқтамасам тұрға сұраймын, иншалла сен шығасың деді маған. Уверен, просто мен сүйген жоқ до конца. Айтамыз, өкініп қалма дедім, соққан Алла өкініп қалма. Өкінбеймін, иншалла. Аллах өтсін. Қандай не деген жүрек керек қоштасып операция көру үшін? Білмеймін. Енді бәрібір мейлі 12-ші операция болса да, әр операция бірінші операция сияқты сезілетін шығар, ондай болмай ма әлде? Ондай болмады ма? Жоқ, басында бастапқылар қиындау болды, ортасы нормально болды. Тек мен үшін ең қиыны сол банағы болды. 33% білмеймін, сол банағыдай миыма кіргізіп алған шығармын. Алхамдулилля, ота 6 сағат, негізі 3 сағат қана шыдайсың деді операция, врачым айтты. Врач бана Кореяның нелерімен ақылдасып, сонымен прямой эфирде отырып жасады отаны. 3 сағат емес, 6 сағат шыдап шықтым. Сол кезде күйеуім дейтін, осыны біз операцияны болса, басқа отделениеге барып, бет операцияны терезесі көреді, жасап жатқан көрінбейді. Соны тек жылап сұрай берген ғой Аллахтан. Маған операция жасап, Аллахтан сұрап жатыр да, мамам отыр операцияның алдында. Уже ойлаған ғой, болды деп. Болды енді. 3 сағаттан артық шыдамайды деп айтты ғой, врач айтып тұр. Уже мама жылап, уже бүкіл больница біледі, уже ана жер бәрі жылап, уже 4 сағат, 5 сағат әлі жоқпын мен. 6 сағат жарым дегенде бана хирургім шығады. Мен үсті қанған болып, резинка тілініп кеткен, ана жер маңдай бірден осы Марлен істейді. Ешкімге қарамайды, Марлен істейді. Марлен қайда, Марлен жетіп келеді. Марлен қолына ұстайды. Она жива, мы победили деп айтады. Она выжила деп. Сол жерден сразу тек реанимация алып кетеді. Өте көп, реанимация біраз жаттым, көптеген қан құйылды, біраз уақыт жаттым. Альхамдулилля, Аллахтың құдіретімен отырмын қазір алдарыңызда. Это не была последняя операция, но ең күрделі ота болды. Альхамдулилля, Аллахтың құдіреті, Аллахтың мейірімі. Тек бұл жерде мен ойлаймын, енді Марленнің дұғасы қатты. Не деп дұға еткен екен сонда? Енді бір сөзінде айтатын, мен бір сөзін естігенім, дұға сұрап жатқанда, в основном енді тахаджуд қой, біздің енді Аллахқа қатты жақын кезіміз. Аллахым, сен менің жан дүниемді білушісің дейді, сен мен жараттың дейді. Анелсіз мен өмір сүре алмайтынымды білесің сен. Ты лучше знаешь. Сен мені анелсіз қалдырмайтынды мен білем дейді. Иншалла Аллахым шипа беретін, ауруды да беретін өзін, шипаны да беретін өзін. Аман есен анелімді алып қалшы Аллахым дейді.
сөйтіп ары қарай енді білмеймін точно қалай сұрайды енді ол өзінің несі. Мен енді басым бала үшін көп сұрадым ғой. Енді барлық ауруыма көбінесе күйеуім сұрапты мен. Өтірік айтпай ақ қой. Менде андай спокойствие, білмеймін не болып, андай Аллахтың берген өмірі деп сүре бергенмін ғой. Қатты күресіп, мотивация. Тек бір рет бана күйеуім тоже қатты ұрысқан кезде болды да маған. Эгоистсің дейді маған. Сен эгоистсің дейді. Неге? Сен мені тастап кетуге дайынсың дейді. Мені осы өмірге қалдырып кетуге дайынсың. Сен өзіңді ғана ойлайсың дейді. Мен ары қарай қалай өмір сүрдім, сені қызықтырмайды дейді. Неге сен мен өзің үшін сұрамай ақ қой, мен үшін, сен мен қасымда қалу үшін неге дұға етпейсің Аллахтан дейді. Неге мен жалғыз тастап кетіп бара жатсың дейді. Неге күреспейміз дейді. Неге мен жалғыз күресемін, сен неге күреспейсің? Екеуміздің махаббатымыз үшін сен күрескің келмейді дейді. Сол сөздердің бәрінен кейін мен жиналдым, өзіме келдім, қолға алдым дінді, Аллахқа жақын болуға тырыстым. Алхамдулилля. Сол жағдайлардан кейін дұға сіз үшін қандай маңызға ие болды? Дұға негізі менің түсінгенім Алла тағала енді қолын жайып тұрған пендесінен бос қайтаруға ұялады ғой. Және де көбінесе мен сұрайтын сәждеде и тахаджудта. Если адам бір нәрсені қатты қаламаса, қалай айтады, мысалы енді тахаджуд оқымаған адам, значит, оны қатты қаламайды ол нәрсені, өзіне керек нәрсені қаламайды. Мен үшін тахаджуд ол иншалла Алла тағала қабыл етеді дұғаның барлығын. Дұға дегенде автоматты түрде тахаджуд дейсіз? Менде негізі өткені әлімге дейін енді баламыз ауырса да тахаджудқа қатты не істеймін да, потому что мен өзім сол кезде сеземін Аллахты, қатты сеземін да, андай сәждеде қатты сеземін, и тахаджудта мен Аллахты қатты сеземін. Иншалла мен Алла тағала осы дұғамды қабыл етеді, Аллахқа аманат етемін, болды. Дұға бүкіл өмірді өзгертуші, бүкіл нәрсені өзгертуші. Банағыда бүкіл врачтар, одан кейін қаншама врач таң қалып шок болған мен. Банағы 33% мен қаншама профессор Алматы қаншама шырылдап жүргенде бәрі естіген жауап қайтарып тастаған кезде. Біраз врачтар мен өзімнің хирургыма банама жалаңашқа хабарласып шок болған. Қалай бұл қызға операция? Ол мен хирургымда 5 уақыт намаз оқиды. Ол кісі сөйтіп айтты, дұғасы Аллах иншалла бізді көмектеседі. Сол кезде көбі хабарласып, көбі звондаған. Қалай бұл қыз, қалай сен аман алып шықтың? Как она выжила, как такое может быть? Аллахтың қалауы да, Аллахтың құдіреті, Аллахтың мейірімі бізге беріп қойған. Машалла. Бұл жерде врачтар бүкілі отказ береді. 33% деген ойға сыймайтын нәрсе негізі. 50% емес қой. 30%пен вообще заң бойынша, медицина заң бойынша операция болмайды. Заң бойынша. Менің хирургым өзінің лицензиясында айыруға дайын болды бұл жерде. Өзінде жұмысын тәуекелге қойып, ол кісі Аллахқа сеніп, маған сеніп, мен саған операция алдында келіп айтып кетті, не жасағанда операциятын жері сызып кетеді, осы жерін кесем деген сияқты. Сол кезде айтып кетті, Анель, мен саған сенем, сен мықтысың. Да, қазір көп врачпен, көп консилиумда біраз команда қатты сөзге де келді ол кісі. Да, говорит, хирург, да, у него сейчас, мен де отырмын консилиумда, да, у него сейчас мозг отказывает, да, у него сейчас тело все слабое, бүкіл анализдар жаман. Но ол қыздың жүрегі мықты деді. Мен оған қаншама операция жасадым, болмайды деген нәрсе, иншалла бұл қыз, бұл жүрегі мықты деді. Алла тағала болдыртады деді. Мен сол именно мен Анельге сеніп тұрған жоқпын дейді. Мен Анельге жүрегіне сеніп тұрмын дейді, мықты дейді. Алхамдулилля. Қандай күшті. Мынандай нәрсені сұрағым келеді да. Жаңа сіз дәрігерді айтқан кезде, енді бізде Айдана бәрібір дәрігер ғой, менің дәрігерімді Айдана бір жағынан. Бұл кісі менде қаралғым. Өте жақсы қарайды, машалла. Алла дәрежеңіз арттыра берсін, Айдан. Мысалға мынандай да, өте көптеген әйелдер, қазір енді бала сүйе алмай жатқан әйелдер барады да, бір үмітпен барады ғой. Бірінші Аллаға сенеді әрине.
бірақ та үмітпен барады. Сіздер дәрігерлер біліп тұру мүмкін, жаңа 33% деген сияқты, или мүлдем болмайды деген сияқты ше. Бірақ соған қарамастан олар дұға етіп, бір дұғаның күшімен, бір намаздың күшімен ауруынан аяқ кеткен кісілер болды ма? Немесе мен сияқты мысалы бала сүйген кісілер енді көбінесе бала сүюге байланысты келеді ғой. Бір оқиғалар болды ма осындай? Мысалға Анель Малика ханым, бүгінгі подкастыңызға шақырғаныңызға құрмет ретінде сізге де алғысым шексіз. Осы сыйлап шақырып жатқаныңызға барлық қыз-келіншектерге пайдалы болады деген үміттемін. Жаңа ғана біз Анель ханым екеуміз подкасттың алдында кездесіп сөйлесіп жатырмыз да, ол кісіні мен жұмыс істеген жұмыс орнымда Анель ханым жүкті болып жүргенде келген, прием жасағанбыз, историясын барлығын білеміз деген сияқты. И менің сол жерде тағы да бір пациентім болған. Ол кісі де денсаулығына байланысты 8 жылдай жүкті бола алмайды да, көтере алады репродуктивті жағынан, ол бала сүюге қабілетті, яғни маткасы, жыныс жағы барлығы сау, ал бірақ енді денсаулығына келетін болсақ, бала көтеруге болмайды. Ол кісінде де өкпесіне байланысты жаңағы диагнозы қойылған, яғни өкпесінің бір жағы лобэктомия жасалған. Дәрігерлер, пульмонологтардың барлығы жүкті болуға болмайды, жүкті болатын болса жаңа ауа жетпей, былай айтқанда өмірден қоштасып кетуін мүмкін деп айтқан. Ол кісі осы Анельді көреді екен инстаграмнан, содан Анельдің оқиғасын, историясын барлығын көріп жүреді, и аяғы ауыр болғанын біледі, біздің жаңағы мекемеге келіп емделіп жүргенін біледі. Содан кейін айтады, сіздер де емделеді екен ғой, мен Анельдің жүкті болғанын көріп босанды, мен де сенемін дейді да. Содан кейін Аллахтың қалауымен сол кезде өзінен өзі шешеді. Содан кейін оған поддержка жасаймыз, Аллахтың қалауымен сол кісі көтеріп жақында босанып алды, ұлды болды ол кісі де. Содан кейін айтады, негізі болмайды деген, мүлде болмайды. Сен көтерсең жаңағы денсаулығына қауіп төнуі мүмкін. Былай айтқанда бізде медицинада мынандай жағдай, әйелдің өмірі мен баланың өмірі тұруы мүмкін да. Біз әрдайым әйелдің өмірін не істейміз, сақтауға тырысамыз. Сондықтан біз таңдау жасау керек болатын болса, әйелдің өмірін сақтаймыз деген сияқты. И біз айтамыз, болмайды, мүлдем қарсы көрсеткіш деп. Гинекологтар негізі әйелдің жыныс жағына, әйелдің денсаулығына және де баланың өміріне жауапты болатын болса, және де оның өкпесі бар, қан қысымы бар, оны басқа сала мамандары қарайды да, кардиолог деген сияқты. Дәл өкпеге пульмонолог жауап береді. Сол пульмонолог кісілер мүлдем рұқсат бермеді. Егер ол кісілердің рұқсатынсыз біз ол кісілерге жүктілік жоспарлайтын болсақ, былай айтқан кезде, ол біздің кішкене мамандығымызға күмән тудыруы мүмкін да. Сондықтан мен ол кісіге айттым, пульмонологтан рұқсат алып келіңіз, содан кейін ары қарай шешеміз деген сияқты айттым. Содан ол кісі мотивация көрген, содан Аллахтың қалауымен ол кісі енді сақтанып жүрді ғой 8 жыл бойы. Сөйтіп деген, енді міне аламыз, сол сақтанып жүрген, былай айтқанда спиралін аламыз деп жүрген кезде спиралін алдық, оказывается ол кісі спиральдің үстінен көтеріп Аллахтың қалауымен өзінің балансына да ешнәрсінде зиян болған жоқ. Сөйтіп Аллахтың қалауымен босанып алды да, айтады, Анель істегенді мен де істедім дейді. И ол кісі кесіртілігімен босанды да, и ол жердегі дәрігер де айтыпты, енді келесі баланы 2 жылдан кейін кел деп, и кәдімгідей сол жүктілік, Анельдің оқиғасы осында үлкен мотивация беріп жатыр да. Сондықтан бұндай тақырыптар жиі қозғалса, содан кейін біз көбінесе жаңа пациенттер, біз адам болғаннан кейін адамға сеніп кетеміз да. Көп жағдайда бір профессор, жақсы дәрігер көтертіп жатыр, осындай мекеме дейміз да. Ал ең бастысы ол Аллах тағаладан да, себебі Аллах тағала бізге не жақын екенін, не жақсы екенін, өзінің құлына не пайдалы екенін біледі да. Кей жағдайда болады, мысалға біз көтере алмаймыз да, күрсінеміз, неге бізге бермейді, ол мүмкін бізге сол моментте хайырсыз болуы мүмкін да ол бала. Және де мынандай жағдай бар да, жүктіліктің 12 аптасына дейін ол өте жаңа критический кезең болып саналады да. Көбінесе түсік тастау, дамымай қалу болуы мүмкін да. Бірақ бұл кезең бала үшінде, ана үшінде табиғи отбор деп айтады да, табиғи сұрыпталу. Негізі былай сөздік мағынасы жағынан бір ұнамсыз болса да, негізі ол кейбір жағдайда ер адам мен әйел адамның ұрығы қосылған кезде, ұрықтану пайда болған кезде, кейде өмір сүруге қабілетсіз бала болуы мүмкін. Сол 12 аптасында біз неге жиі гриппен ауырмаңыздар, неге жиі ауырып қалмаңыздар, көпшілік жерге бармаңыздар дейміз. Себебі ол кезде баланың толық дамуы жүріп жатады. Егер осы кезде зақым келетін болса, қарапайым грипптің өзі ол балаға үлкен жаңа асқынулар алып келуі мүмкін. Қазіргі таңда неге көп диагноздармен туылады, ерте босанып қалу, неге дамымай қалу жағдайлары көп кездеседі, осы қарапайым нәрселерден басталады да. Сол кезде
кезде мысалға кейбір кісілер жылайды, балам түсіп қалды, дамымай қалды. Иә, ол әрине әрбір әйел үшін, тіпті дәрігер мен болсам да, мен үшін ол өте ауыр жағдайда, бірақ біз білуіміз керек, жаңағы Аллахтың бізге деген шешімі әрдайым қайырлы екенін. Себебі бүгін менде бір жаңа ғана пациентім болды да, ол кісіде 13 аптасында баласы дамымай қалады да, и айтады, бардым дейді, тексерді дейді, сол кезде қатты стресс болды дейді маған. Жыладым, 3 күн больницаға барғым келмеді, ешкімді тыңдағым келмеді дейді. Бірақ УЗИ-ға түсірген кезде маған айтты дейді, сенің баланың жаңағы даму ақауы бар, бүйрегінде, егер сен ол бала дүниеге келетін болса, былай айтқан кезде инвалид болып қалуы мүмкін еді деген сияқты тұжырымдама айтады да. Содан кейін артынан ойланып бара жатсам, мен ол баланы асырауға дайын болдым ба, болмадым ба білмеймін дейді да. Значит, біз қандай жағдай болмасын, Аллахтың бізге шешкен жаңағы тұжырымдамасы қайырлы да. Сондықтан барлық қыз келіншектерге айтқым келгені, біз бала сұраймыз, жаңа тахаджудке тұрамыз, дұға етеміз. Сол кезде мен барлық көтере алмай жүрген пациенттеріме айтамын да, мен ешкім емеспін. Бұрында мен ойлайтынмын, мен күшті врач болуым керек, мен көтертуім керек. А мен қазір түсінемін, мен ешкім емес екенімді, бәрі Аллахтың қалауымен екенін. Аллах қаласа мені себепші етеді, Аллах қаламаса ол қарапайым бір су ішкеннен, дұға еткеннен жаңағы көтеріп кетеді да. Тура сол сияқты бәріне айтамын. Сізге қазір бұл бала не үшін керек, сіз өзіңіз сұраңыз өзіңізден. Сіз іштей бұл балаға дайынсыз ба? Сізге де айтып едім ғой. Содан айтам, егер шынымен де сізге бұл бала керек болатын болса, онда сіз 40 күн бойы тахаджудке тұрыңыз, прям үзбеңіз. Егер сізде үзір жаңа күндер болып қалатын болса, сол күндерді ғана алып тастаңыз да, қалған күндер тахаджудке тұрыңыз. Сол тахаджудте басқа еш нәрсе сұрамаңыз, тек қана баланы сұраңыз. Сізге қандай бала керек, ол қандай болуы керек, және де бала сұрағанда дейміз да, біз көбісі бала берші деп сұраймыз да. 12 мүшесі сау, қайырлы, осы елге, жерімізге пайдалы болатын салих ұрпақ сұраңыз деймін да. Олар кәдімде ойланып кетеді, біз осылай сұрамайды екенбіз ғой дейді. Одан кейін сіз осы тапсырманы орындап келгеннен кейін қайтадан келіңіз, біз амалын жасаймыз деймін. Егер сіз бұған дайын болмасаңыз, демек сіз әлі жүкті болуға дайын емессіз деп, ол кісіні приемнан кетіремін, жаңағы шығарып саламын да. Сондықтан біз сұрауымыз керек Аллахтан, себебі қандай дәрігер болмасын, жаңағы профессорлардың өзі, біз тек қана ғылыми негіздемеге сүйеніп қана айтамыз ғой, болады, болмайды, қазір көтеруге болмайды деп, бұл әлемді жаратқан да, баланы беретін де, алатын да Аллахта. Сондықтан мен барлық қыз келіншектерге айтамын, дұға етіңіздер, Аллахтан сұраңыздар. Одан кейін міндетті түрде дұға деген ол тек қана сөзбен айтып қою салу емес, ол сонымен қатар амал. Яғни біз әрекет етуіміз керек, осы нәрсені ұмытпауымыз керек та. Аллахтан 40 күн тахаджуд сұраймыз ба, содан кейін Аллахым осы жаңағы баланың дүниеге келуіне себепші дәрігер берші, или себепші жандар берші деп дұға етсек, содан Аллах тағала шынымен де сізге қайырлы адамды, қайырлы маманды сіз үшін қызмет еткізіп қояды. Бізде мысалы халық барлық жамағаттың, қыз келіншектердің қызметі үшін мысалға біз қызмет етіп жүрміз да. Себебі ол мен былай айтқанда олар маған емес, мен олар үшін қызмет етемін да, Аллахтың жамағаты, Аллахтың құлдары ретінде мен қыз келіншектер үшін қызмет етемін да. Сондықтан сондай мамандар табылады. Сіздің алдыңызға Аллах тағала дұғаңызға байланысты маман алып келіп қояды да. Сондықтан бұл дүниеде мен ойлаймын, андай Аллахтың қалауымен болмайтын дүние жоқ деп, себебі өте көп жағдайлар бар да. Жаңағы мен роддомда жұмыс істеп жүрген кезде әйелдер босанып жатады да, каждый босанған сайын мен жылайтынмын да көзімнен. Неге, содан кейін неге десем, ана бала дүниеге келеді да, әйел адам қиналып жатады да, и бір кезде алады да, ана баласын ұстағаннан кейін барлық ауруын ұмытып кетеді да. Мә, Аллах тағала сен қандайсың деймін да, жаңағы мына әйел деген тезірек шығарып алыңдаршы, шаршап кеттім деп жатқан әйел баласынды ұста, қазір баланы құлатасың десе, тып-тынышталып қалатын еді да. Сондықтан Аллахтың бермейтін, Аллахтан жасамайтын дүниесі жоқ та. Ол құдіретті дейсіз ғой. Қол құдіретті, ол жаратушы и жанды да беруші Аллахта. Сондықтан біз дәрігерлердің сөзіне сеніп кетпеуіміз керек, себебі біз де қателесеміз. Біздің де қателігіміз бар, бізде білмейтін нәрселеріміз бар. Сондықтан құрметті қыз келіншектер, егер сіздерге бедеулік, бала көтере алмайсың, бала сүюге болмайды деп жататын болса, онда үміттеріңізді үзбеңіздер, себебі үмітсіз шайтан дейді ғой. Сондықтан до конца күресеміз. Осындай Анель сияқты әпке сіңілдеріміз бізге мотивация бола берсін, біз сол жолда тайынбайық. Ең бастысы дұға. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қыз келіншектер, сіздерге керемет жаңалықпен келіп тұрмын. Біздің
Теңдессіз дұғалар атты кітабымыз жарық көрді. Кітаптың сыртында көріп тұрғандарыңыздай, әрқайсымыздың өмірімізде шиеленіскен, тура шешімі жоқтай проблемалар өте көп. Мысалға, қарызға бату, иманның әлсіреуі, қарым-қатынастың нашарлауы, балаға мұқтаждық тағы басқа. Әрбір мәселенің міндетті түрде шешімі болады. Яғни, шиеленіс дағытып беретін кілті болады. Ол дұға. Дұға біздің иманымызды арттырып, Алла тағаламен қарым-қатынасымызды реттейді. Теңдессіз дұғалар кітабында дүниемізге және ақыретімізге пайдалы болатын көптеген дұғаларды жинақтадық. Кітапқа алғашқы тапсырыс бергендерге керемет сыйлықтар дайындадық. Олар Рамазан құпиясы атты сабақ және 3 адамға ерекше сыйлықтар бар. Умра қажылығы, Стамбул қаласына саяхат және ақылды чемодан. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Негізі жаңа айтты ғой, дұға ету керек деп. Құранда өзі біз арнайына теңдессіз дұғалар деген кітапта осыған жаздықшы міндетті түрде керек деп. Өйткені мынандай нәрсе да, бала берш деп сұрай береміз да. Бірақ қандай бала керектігін біз көбінесе не қылмаймыз, мән бермейміз. Мен тіпті субханалла бір жеңгемен сөйлесіп жатырмын да, сол кезде ол айтыпты. Бір кезінде бір әжеміз болған екен да, енді алыс туысқан. Ол кісі сол бала сүйе алмаған, енді жас кезінде сол кезде айтыпты. Әйтеуір бала берші деп айтыпты ше. Сөзінің ұйқасын кішкене келістірген да, бірақ соқыр болса да бала берші деген ба, солай деп айтқан екен. Сонда енді балаға қатты мұқтаж болған ғой. Кейін Алланың қалауымен бала сүйеді, бірақ кейін сәл өскеннен кейін баланың көзіне жанарынан сөне бастайды да, кейін соқырып қалады. Кейін маған соны жеңгем айтқан кезде мен таң қалдым да. Негізі олай дұға етуге болмайды екен ше. Қаншалықты мейлі біз 15 жыл дейік, мейлі 20 жыл мүмкін тіпті. Енді Хан анамыз, Мариям, енді Закария пайғамбарың 80 жыл күтті ғой. Бізде бір 5 жыл бар, 6 жыл ма, бірақ андай үмітті үзіп тастап, әйтеуір берсең болды. Не важно, қандай бала, әйтеуір бала берсең болды деп сұрамау керек екен да. Аллахым, мысалы, дұғалар Ибрахим пайғамбардың дұғасы бар ғой. Закария пайғамбардың дұғасы бар. Рабби хабли минас салихин дейді. Аллахым маған салих ұрпақ нәсіп ет дейді да. Ал салих ұрпақ болса, ол енді екі дүниеге де хайырлы ұрпақ болады иншалла. Раббилла тазарни фардан ва анта хайрул варисин дейтін Закария пайғамбарымыз алейхиссалам дұғасы бар. Соның қыздары көп айтса екен деймін. Өзіңіз айттыңыз ба? Ол себеп болады иншалла. Ол Аллахтан сұраған ғой, сөйтіп біздің Закария пайғамбарымыз алейхиссалам. Ол мықты себеп болады иншалла. И маған себеп болған, және де тахаджуд. Мен бәрін сұрайтын. Қандай бала керек маған? Қалай деп сұрайтыңыз сонда? Ол деп сұрайтын бе? Ол деп енді ол жерде мен былай сұрайтын, Аллахты енді әрине дұғаның енді өзінің әрине правиласы бар ғой енді, Аллахымызды мадақтау, пайғамбарымызға салауат айту, біз өзіміз үшін сұраймыз, әке-шешеміз үшін да сұраймыз. Және де балаға келгенде мен кәдімгі бір баламның бейнесін андай банасы айтқандай маған даже мен көтеріп қойған өзінде барлық гинеколог мен кеш бардым гинеколог неге поликлиникаға тіркелуге. Мен негізі частна тіркелгенде ойладым, бір частна алған жоқ Алматыда мені. Қаншама жаңағы Қарағандыда болған операциядан кейін көтердіңіз ба сіз? Иә. 14-ші операциядан кейін ба? Соңғы операциядан кейін көтердім. Соңғы операция мен женскийда болды. Соңғы операциядан мен восстанавливалась и мен андай болды. Айтайын ба? Субханалла. Бұл жерде менің мамам айтады, мамам келеді Алматыдан. Мен алып кетеді кафеге. Балам жоқ енді ол кезде. Кафеге алып кетеді. Марлен екі сөйлесіп кетеді, білмеймін екеуіне айтқан. Осы мама екеуміз, мама бөлек екеуміз шығамыз. Осы мама айтады, Анель, қызым саған бір не айтайыншы, мама айта беріңіз десем, Анель, бала асырап алуға қалай қарайсың дейді. Мамам айтты, мама сіз өзіңіз жағас шешпедіңіз деп өзім түсіндім күйеуім айтқанын. Күйеуім постоянно айтатын негізі, асырап аламыз, обязательно иншалла асырап аламыз. Осы кезде мамам өзі келіп айтты да, кафеге шығарып, мен бөлек қалай қарайсың, осы мама әрине мен негізі ол жайлы біз шет жағасын білдік.
барлық бұлар енді қатты тексеріс болады бұл жерде условия Психологтың алдынан денсаулығы өтуге барлығы болады бана бүкіл отыды өзіңіз тексерілесіз бұл жерде тек қана енді ешқандай не үйдің условиясы сәйкес келу керек мен енді бірінші группа инвалидностьтің бар енді но в любом случае ешқандай проблема емес асырайды иншалла но жүресіз кішкене но асырап аласыз осы мама айтты мама иншалла мен егер осы жазға дейін көтермейтін болсам асырап алайық бірақ көтерсем де иншалла болашақта ниеттенемін асыраймыз иншалла все мама хорошо все мама қуанып кетті содан бастап мен әрекет еттім қарап бастадым. Қай мезгіл еді сонда? Сіз жазда дедіңіз, иә? Күз ба? Бір жылдан кейін? Иә, бір жыл болмай даже соны айтайын. Сосын бана уже клиникаға қаралып бастадым, частный барлығын қаралып бастадым. Көтерген шын айтайын емделдім, бірінші толық емделіп алдым. Бана Луиза Ибрагимовна клиникасы, клиникті жасады ғой, Айдынахан, ой мен клиниктер жасады ғой, соны барып қаралдым, отыды, бүкіл анализ тапсырдым, барлығын өзім қолға алдым, уже бана врачтардың бәрін итеріп тастадым сөздерін. Болмайды никогда. Мені гинекологтан негізі красный учетқа қойып тастаған болады. Көтерсем, сразу алып тастайды. Бір консилиуммен алып тастайды. Ештеңе қараған жоқпын. Тәуекел еттім, Аллахқа сендім, болды, дұға еттім, әрекет еттім. Бана айтқандай, әрекет еттім. Полный оты қаралып, маған қалай емделу керек, не істеу керек екенін жазып берді. Врачтар барлығын жазып берді, гинекологтар. Күйеуіміз екеуміз бірге емделдік, толық қаралдым, емделдім, 2-3 ай емделдім. Альхамдулилля, мен негіз басы көтеріп қалған білген жоқпын. Мен ораза кезінде алдың ораза кезінде акасы көтеріппін, оразам ұстап шықтым. Но ораза кезінде мен сезім болды бір андай жүрек айну деген сияқты болды. Но до конца андай өзімді істеген жоқпын. Бір түрлі өзімді алдап жүрген сияқтым ба деген сияқты ой болды. Но оразам ұстап шықтым. Аллахтан дұға сұрадым. Ораза біткеннен тағы қаралдым. Сіз барлығын айтты. Кішкентай сұрақ болды. Мен жыладым. Марленге қалай айттыңыз? Марленге барып айттым. Барып айттым, осылай деп, онда әрине қатты қуанып, құшақтап, ешкімге айтпаймыз деді. Ешкімге айтпайықшы деді. Аллаху акбар деп болды, енді қатты қуанып, айттым ғой деп, айттым ғой деп. Толық қаралдым, содан бастап мен уже андай неге барым келген жоқ. Поликлиник андай үкіметтікіне барым келген жоқ. Енді бойжым и так учетта тұрмын, красный учетта. Сол үшін бүкіл частный бардым, Алматының сестраны салып алдым, мамамды салып алдым, үшіміз бүкіл частный барып қаралдық, ешкім алған жоқ мен. Частныйдың өзі алмайды? Мен айттырмын ғой енді, қиын осындай қанша сума болса да береміз, учетқа алыңызшы мен деп, жоқ алмаймыз. Ешкім, субханалла, қаншама жерге бардық, жоқ алмаймыз деді. Біз ондай рискқа бара алмаймыз, сіздің денсаулығыңыз өте прям рискованный болып тұр біз үшін деді. Сосын мен Луиза Ибрагимовнаға бардым, клиника, осылай Луиза Ибрагимовна айтты, бізде учетқа қоятын ондай не жоқ деді. Өзінің бір несі болады екен, учетқа қойылатын клиника, қоймайтын клиникалар болады екен да. Біз тек емдейміз, қараймыз, до конца береміз, жүргіземіз, но учетқа қоймаймыз деді. Но давай до конца бізде қарал деді, но поликлиникаға тіркеле бер деді. Просто бізде қараласың полностью деді. Поликлиникаға тіркемейтін білем. 3 айдан кейін бардым ғой поликлиникаға. Олар, конечно, айғай салып, маған сразу что за безобразие, қалай сізде болмайды, сізге не в коем случае ештеңе білмейміз. Консилиум жасаймыз сізде срочно. Сіз өзіңіз жауапкершілікке алсаңыз не болмай ма, не айтына сонда? Жоқ, өз еркінде деген болмай ма, не? Кез келген әйел мемлекет қарауында жүкті әйел болуы керек, себебі асқынулар болуы мүмкін. Әрбір қыз сәтті жүктілік болған жағдайда, физиологиялық жүктілік болғанда қалыпты 7 рет емханадан және әйелдер кеңесінен өту керек, бала қалай дамып жатыр деген сияқты. Және де медпоказания деген бар да, медициналық показания, жоғарыда айттым ғой сіздерге, жаңағы әйелдің өміріне қауіп төнетін болса, онда баланы міндетті түрде алдырып тастау керек. Әйел қарсы болса да алып тастайды ма? Негіз жоқ, әйелдің рұқсаты сұралады ғой ол жерде.
Бірақ енді мемлекет ол не өз әркім мысалға ертең сенің учаскеңда бір әйел көз жұматын болса немесе сондай бір жағдай болатын болса, кімнен спрос болады? Ең бірінші дәрігерден спрос болады да. Ал ешкім біреу үшін жауапкершілік былай айтқанда алғысы келмейді. Жоқ, бұл жерде де мысалы медпоказания мен мысалы маған әрине мен өте кішкене поликлиникада біраз қиындықтар болды, но мен до конца мен өзімнің хирургым бана Аманжолданович айтты, Анель, кислород тастамайсың вообще, не істеу керек екенін айтамын, не ішу керек, қалай, және де 7 айға дейін иншалла болады деді, көтересің деді, но кислород тастамайсың деді, ни в коем случае. И аяқтан пульмонологтар, конечно, енді маған рұқсат керек қой пульмонологтан, енді жақтан пульмонологтар кішкене енді қорқақтады, шыны керек. Олай айтты, саған бір нәрсе болса, біз жауап береміз, үйтеміз, бүйтеміз. Айттым, мен бере аламын расписка, то, что мен өзім бір нәрсе болып жатса, бірақ мен өзім жақсы сеземін дедім. Осы пульмонолог өзі мен жақсы танып, сөйтіп алды. Хорошо, мен рұқсат беремін деді. Но күнде сатурацияны тексеріп, сатурация деген бана қанда кислород тексеріп отырады. Күнде тексеріп отырасың, сәл бір нәрсе болса сразу айтасың деген сияқты. Ол да ол кісі мен өте жақсы түсінемін, біреу врачта. Все хорошо, рұқсатын алып алдым, поликлиникаға бардым, консилиум ашты, үлкен консилиум болды, тоже Аллахтан дұға сұрап, Аллахым өте жақсы өтсінші, берекелі болсыншы. Өте көп врач болды ана жерде, енді білмеймін, бір полный бір зал консилиум ана жерде. Мен ғана отырмын ана жерде, пациент. Врачтар бана гинекологтар бір-бірден келіп, біз бұл қызға айттық, бірақ ол бізді тыңдамай жатыр. Осылайша мы хотим ее на прерывание жіберуге, но она не соглашается. Үлкен тоже бір профессор келді, орыс кісі. Атын не могу вспомнить. Соған отчет беріп жатыр, консилиум болып жатыр. Осылай деп сөйтіп айтып жатыр. Үлкен тоже акушер-гинекологияның басшысы ол кісі. Екінші бір заведующий поликлиника бәрі жалып тастап жатыр маған. Уже мен 5 ай болып қалдым уже. Уже консилиум аны бірден астым, бір боламын дегенше уже 4 айдан астым мен точно. 4 айдан астым. Соң ішімен ұстап қарап жатыр, тексеріп жатыр. Сосын бана осы кісі үндемей тыңдап отты бана. Үндемей тыңдап отты, сосын болды. Менен маған сұрады, как ты себя чувствуешь? Деп айттым, мен очень хорошо себя чувствую, бәрі жақсы. Кислородом пользуешься? Да, я кислородом пользуюсь, барлық рекомендацияны істеп жатырмын дедім. Сен пульмонолог рұқсат берді ма деді. Я берді дедім. Сосын бүйтіп врачтан қарады, айтты, мына жерде, говорит, вы все в данный момент боитесь ответственности, деді. Я вижу девушку не как, говорит, пациента, я вижу ее насквозь, она, говорит, очень, вот у нее бешеное, типа, грубо говоря, бешеное желание, и она готова, деді. Я не вижу в ней никакой проблемы. Да, говорит, у нее левая сторона полностью отсутствует, ей будет трудно, она к этому готова. Почему бы ее не поддержать, деді? Почему бы ее не поддержать и не помочь до 7 месяцев, деді? Я разрешаю, говорит, до 7 месяцев, я вижу, какая ты сильная, ты через столько все прошла. Если сен хирург, который вот сделал все операции, если ол рұқсат беріп тұрса, значит, бізден ешқандай не жоқ. Осы гинекологтарға айтты, рентген жағында бәрі нормально ма, деді. Да, все нормально. В чем ваша проблема, деді. В чем ваша проблема? Если пульмонолог разрешает, не үшін вы, в чем ваша проблема, деді. Ешкім үндеген жоқ. Рұқсатын жазып берді, болды содан кейін. Алхамдулилля, өте прям күшті өтіп кетті сол консилиум. Тоже Аллахтан дұға сұрау арқылы. Полный элкникқа қаралдым. Іште Димаш жақсы дамып жатты, кәдімгідей 18 аптада теуіп, не деген сияқты. Иә, енді у меня было су азда болды. Болды қиыншылықтар. Енді ішім Аллаға шүкір. Аллахтан сұрадық қой, жеңіл өтті. Енді кішкене енді бана 7 айына қарай шығып бастаған сайын енді бана болды енді кішкене қиыншылықтар, бана қабырға бір-біріне кіру қатысты, демалу, жүре алмай, хотя мен айта алмаймын, ісініп кеттім, мен көп қосқан жоқпын негізі. Тұрсам, жата алмаймын, ұйқы жоқ, бір ай почти ұйықтаған жоқпын, дұрыс. Соңғы айда уже ұйқы кетеді екен, иә? Дұрыс жүрмеу, отырмаймын бір жағым. Енді
денсаулығыма қатысы қатты енді мазалады енді. Мен негізі ойладым 9 айға дейін көтеремін. Өзіме көп алып қойдым да просто. Бірақ 9 айға жеткен жоқпыз әрине. 7 айдан Экстренный, иә. 7 айдан астық, почти 8 айда десем болады. Почти сол 8 айында бала енді кесарьмен тоже босандық. Мен күйеуіме туғанша айтқан жоқ, ұлма қыз ба екенін. Білмеймін сонда. Босанған кезде тек кесарево кезінде ғана, сол кезде ғана айтты врач. Енді сұрады ол, врач таңғалып, біз білмейсіз ба, кім екенін осы атынан білген жоқсыз ба деп. Жоқ, негізі біз енді бана не жатар кезде, роддомға жатар кезде Димаш Құдайберген келіп, енді мен күйеуім досы да ол кісі. Димаш Құдайберген келіп, тапсырып кетті бана врачтарға, тапсырып кетті. Мен өзім осы баланы шығарып алам. Дінмұхаммед деп те сол кісі оған болатын, Димаш Құдайберген қойған. Сол кісі айтты, енді тапсырдым сіздерге, аман есен енді босандырып алыңыздар деген сияқты тапсырып кетті. Сол заведующий жасады, больницаны заведующий жасады, бәрі жақсы өтті. Бала енді реанимацияда болды. Сразу алып кетті реанимацияға. Осылардың алдын дұға еттіңіз ба? Или сүре оқыдыңыз ба? Не істедіңіз? Дұға қылдым. Мен ең көп оқитын обязательно, мен енді аятул курси, мен ең жақсы көретін сүрем. Аятул курсиді мен тоқтамай ішімен оқимын всегда. Фатихадан мен айтайын, это қалай айтсам болады енді. Реально нәрсе, болған нәрсе, өзінде болған нәрсе. Фатиханы мысалы көп рет оқи берсе, мен туған ағам айтты, Фатихадан асқан ем жоқ. Вот шын Фатиханы оқи бердім. Менде де мағанда да айтты, врачта бағанағыдай, сіздің балаңыз анау, сіздің балаңыз мынандай, анау, мынау. Вообще ілген жоқ, мен ештеңе қыла алмай. Ағам айтты, тыңдама Фатиха, врачтың айтқаны ілініп алма, Аллах өзгертуші деді. Қандай бала болсын, Аллах саған дені сау бала берген қалайсың ба, Фатиханы оқи бер. Тек ішіме күнде таң намазына тұрамыз, таң намазынан кейін Фатиха сүресін обязательно, ұйықтар алдында обязательно Фатиха сүре, минимум 7 рет оқитын, и аятул курси оқитын. Обязательно. Күнде. Фатиха аятул курсимен өскен бала болғанда. Иә, аятул курси. Күнде обязательно ұйықтар алдында аятул курси, Фатиханы оқимын. Ықылас фалас нақты, конечно, қосып оқимын, но қатты енді маған себеп болған Аллахтың қауымын, Аллахтың құдіретімен Фатиха, аятул курси. Босанбай тұрып та оқитын мен. Ішіме қойып. Бір андай қорқыныш болған жоқ па, Нәйлә, мысалға бір ақау болып қалмайын ма екен, или түсіріп алмайын ба, жақсы өсе ма екен деген сияқты қорқыныштар болады ғой. Болды, сәл қалай болды. басасыз? Менде қалай басқанда мен всегда өзімде мен адамға негізі мотивация беретін адам деп көбісі айтады, сізден мотивация аламын деп, мен туған ағамнан мотивация аламын. Маған сәл қиын бола ма, мен ағама звондаймын, ағама жазамын. И Аллах лучше знает, Аллах көріп тұр, и всегда мен ол кісіден жауап аламын. И мен тынышталамын ол кісімен сөйлескеннен кейін. Вот все. Мен туған ағам, Жандос, бүкіл мен уайымды басып тастайды ғой Аллахтың қауымымен. Бүкіл бана болған операцияда мен айтсам, это жетпейді ше, мен ол кісіні айта берсем. Сол кісі себепті мен келдім исламға, сол кісі себепті мен Аллахты таныдым, сол кісі себепті мен намазын бастадым, и сол кісі себепті мен өмірім өзгерді. Бана болмайды деген нәрсенің бәрін маған айтады. Аллах күн фаякун десе болады дейді ғой. Соны айтады да маған бана даже дейді, маған айтады, ағам айтады, туған ағам. Енді мен тоже қорқыныш болды, балам түсіріп алсам, қалай болады, мен көтере алмаймын мұндай нәрсені. Қанша операция өтсем де ондай нәрсені көтере алмаймын деп. Анел дейді, бұл бала сенікі емес. Бала сенікі емес. Біз бәріміз Аллах, мы все принадлежим Аллаху. Бұл бала да Аллахқа тиесілі, сенікі емес ол. Сен Алла Тағала саған берді ма, сен анасың. Сен тек ол баланың анасысың. Сен ол баланы Аллахтан артық жақсы көріп қалма дейді. Оның иесі Алла.
бәрінің иесі иә, Алла. оның иесі Алла, сен емес оның иесі. Ол Аллахтың қалауымен саған Алла тағала берді ма, неге сен ондай қорқыныш болады дейді. Берді, алхамдулилля. Сен тек әрекет етесің, дұға қыласың, Құран оқисың күнде. Вот сол саған, сол септік жасасаң, неге Алла тағала неге саған бермеске? Дені сау бала. Айта береді, врачтар айта берсін дейді. А сен Аллахты бірінші қойда, әрекетіне дұға қыл, бана Фатиха сүрені оқи бер. Иншалла көресің деді. Иншалла мен көрдім. Мен ағам қатты мотивация берді маған, өте. Алла екі дүниенің бақытын берсін, Жандос мырзаға. Әмин. Сол мен сәл проблема болмаса сол кісіге звондаймын, сол кісіге жазамын. Ол Аллах дейсің, мен Аллахты мадақтап кәдімгідей мен пых етіп басып тастайды мен бар ғой. Шын айтамын, жанымнан басып тастайды. Ана өмірді ойла дейді да. Сен мәңгілік өмір күтіп тұр. Сен осы қаншама операция өтті, сен Аллахтың сүйікті құлысың ғой дейді. Қаншама кезінде сахабалар дейді, ауру сұрап дейді. А сен қара ойлайсың, Алла тағала осыншама саған ауру берді. Сен осы көтере алдында менде қатты бір сынақ болды. Сынып кетті менде. Сол кезде тоже ағама біраз хабарластым. Осы сынақ берді ма, басына көтеріп, Аллахтан дұға сұрап, өтші, иншалла көресің, Аллах саған күшті награда дайындап қойды дейді. Күшті награда қалай қазақша? Күшті саған сен күтпеген нәрсе дайындап қойды, иншалла. Неге Алла тағала сені дұғаларын қабыл болмайды? Неге жауап бермей жатыр да кейбір нәрселерге, мысалы? Или неге саған Алла тағала осы уақытқа дейін бала бермей жатыр? Демек, сен өміріне қауіп бар шығар. Аллах сен лучше біледі ғой, сен білмейсің. Сен онда болмау керек, никогда ойлама дейді. Неге маған Аллах бермей жатыр, неге бермей жатыр, мен сұрап жатырмын ғой. Демек, оның қайырысы, оның береке. Демек, Алла тағала сен өмірін сақтап қалу үшін бермей жатыр саған. Сен дайын болғанда береді саған Алла тағала. Альхамдулилля, мен дайын болған Алла тағала берді маған. Вот қандай мотивация да мен үшін. Альхамдулилля, Алла тағала дені сау бола берді. Енді даже мен балам реанимация жатқан кезде врачтар айтатын, мына бала адам болмайды ау, мына бала өкпесі ашылмай жатыр ау деген сияқты ше. Тоже бірақ мен ешкім сөйлесетін деп мен андай не болған жоқ. Менің сол кезде врачтан тоже таңғалғанда, кесарево болсандым ғой, бәрін бағасына әкеліп жатыр, мен бағам да келмейтін. Оказывается, мен бағам реанимация алып кеткен ғой енді. Сосын балам сұрай беремін, балам қайда? Өзім қиналып жатырмын, бірақ ана жерде после кесарево адам өзін қарамайды. Балам қайда деп қоймаймын. Сосын айтты, сіздің осылай, мен айттым, балаңызды реанимация алып кет, мен балама барамын дедім. Сіз болмайды деді, жатыңыз кішкене. Жоқ деді. Осыны бір врач келді, сен қазір тұрып кішкене бір-екі жасайтын болсаң, сен бірақ тұра алмайсың дейді, маған айтады. Уверенно айтып тұра алмайсың сен. Ты че, говорит, қазір ғана енді аяғын сезіп жатсың дейді. Тұрып бір-екі шаг жасасаң, кресло салып бағана апарамыз деді. Все дедім ғой. 5 минуттан кейін аяғыма тұрдым ғой. 5 минуттан кейін аяғыма тұрдым. Өте қиын болды. Аллах көріп тұр, Аллах біледі. Өте қиын болды маған. Бір шаг әрең бастым, екіншісін бастым. Кресло әкеле беріңіздер дедім болды. Басым айналып тұр. Иә. Бірнеше сағат қана, 3-4 сағат, 3 сағат қана болған шығар. Алып келіңіздер, нені дедім. Кресло салды. Полный мені киіндірді, сыртқы специальный медицинский киім кигізді, реанимация кіргізбейді. Сол баланы кіргізіп көрсетті, баланы полный аппаратта жатқан, вакуумда жатқан көріп мен бітіп кеттім вообще. Субханалла деді, менің балама. Кішкентай 2-ақ килограмм болды балам. Полный аппаратта жатыр балам, вакуумда жатыр. Ал не ұстауға болмайды, тек қарайсың болды балаға. Сосын мен өз-өзіме, мен Аллах тағала шүкір етті, мен мықты етіп жаратқанда. Аллах мен өте мықты етіп жаратты, мен мойындаймын. Мен сол кезде айттым, Аллахым, иншалла сенің құдіретіңмен бұл баланы мен алып шығамын, иншалла. Мен бұл баланы, иншалла, сенің көмегімен, сен осы уақытқа дейін, Аллахым, бүкіл мені болмайды деген нәрсені болдырып, бүкіл нәрсені көрсеткенсің, Аллахым. Сенің құдіретің шегі жоқ, Аллахым. Мына баланы маған, иншалла, осы қолым аман ұстап, үйіме алып кетіп, адам қалып өсіруге Аллахым маған нәсіп етті. Осы баланы өмір жас ұзақ болсын. Мен бұл бала тумай тұрып, ішіме дұға сұрайтын, тахаджудқа тұрып,
Аллахым дені сау, ең басты дені сау, өмір жасы ұзақ, тағдыры өте бақытты, екі дүние бақыттың байлығын нәсіп етіп қойшы. Аллахым мәңгілік тура жол нәсіп етші балама. Өте сондай сен ең сүйікті құлан қатарынан қылшы. Хафиз болсыншы балам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен болсын, сол үмметке лайық бала болсыншы Аллахым. Өте ақылды, өте мейірімді, маған сондай бала, ең басты дені сау, өмір жасы ұзақ бала болсыншы дедім. Аллахым. Вот мен сол сендім, Аллахым қабыл етеді, обязательно иншаллах. Соң баламды көргенде бана вакуумда жатқан өзім жинақтадым. Мен бұл баланы қалайда алып шығуым керек, бұл жерден болмайды. Жоқ, бір апта ол 10 күн болды, шығармаймыз деді. Үш күннен кейін андай искусственный аппарат тығып қойған ғой аузына, бана сүтті искусственный. Сол кезде мен білмеймін, қайдан онда кішкене Аллах беріп қойды күшті маған. Мен айттым врачтаға, мына аузына нені алыңыз дедім. Өзім білмеймін ғой, не үшін тығып тұрам, бірақ тамақ беріп жатыр дейді да, аны бүйтіп ішкен сайын қиналады ғой. Үшінші күн. Мен айттым, мына аузымдағыны алыңыз дедім врачқа. Мен шприцін беремін дедім. Сіз 2 сағат сайын келе аласыз, келе аламын дедім. Мен балам үшін келем. Все хорошо, бірақ бізге алғызбайды деді. Заведующий бардым, рұқсатын алдым, алғызды, 2 сағат сайын барып жайлап беріп бастадым. Өзім кормить еттім балам шприцпен. Осыны 2 күннен жайлап уже дұға себепті барлық дұға сұрап отыр, ағаң барлық дұға сұрап отыр, балаң аман есен болсыншы деп. Несін ашты, крышасын, уже кислород андай мұрнына полный, былай общий салып қойғанда кислород. Альхамдулилля, Аллахым шексіз, рахмет дедім Аллахым. Кейін тыныс алды ма сонда қалай? Уже жайлап ашылып келе жатыр өкпесі. Сосын вообще ни в коем случае реанимацияда енді емізуге болмайды, өз емшегін беруге болмайды. Мен сол кезде төсім қатып қалған. Никак жібімейді, дробить етті немен, через физио арқылы дробить етті. Кішкенен өзіміз сығамыз ғой, енді өзі ембейді бала. Сосын Аллахыма ой салып жатыр да маған, бүйт істе, былай істе. Осын келесі күні бір күн полный бана искусственно бердім ғой балаға, реанимация кіргізу болмайды. Осын 4-ші күн жайлап өзім білмеймін, өзім отырдым да, реанимация ешкім жоқ та, енді өзім төсімнен жайлап кішкене шприцқа сығып сөйтіп беріп бастадым балама. Өзім сүтін берем. Бұсында ой салып қойды ма Аллахым. Қорқпай істеп жатсыз, иә? Ештеңе қорқан жоқ. Бұсында медсестра көріп қалып ұрысты маған. Сіз не істеп жатсыз, болмайды. Емізуге болмайды, мен емізіп жатқан жоқпын, мен еміз беріп жатырмын, болмайды деп маған ұрысып. Тыңдаған жоқпын. Бердім. 2 күннен кейін уже бала кішкене андай бана несін алып тастады ғой, полный. Уже андай кислородты уақытымен ғана қояды да. Алхамдулилля, балаңыз несі бәрі жақсы болып келе жатыр дейді. Сол кезде мен балам кішкентеден туған бала күніне 6 антибиотик алады. 6 антибиотик алады, иберсистема алады полный. Құттай қандай бала. Осын өзім сүтін беріп бастадым. Сөйтіп әрекет еттім. И уже 7-ші күні ма, 8-ші күні ма, есімде жоқ. Жайлап бүйтіп қолыма алдым баламды. Тоже бүйтіп қарап қойым, ешкім жақпа кенде медсестралардан. Жайлап қолыма алдым, төсіме бастым. Дұға сұрап, Аллахтан жылап. И төсіме салдым баланы. Ем алмайды басында. Жайлап, жаны балам, балалар, пожалуйста, емші, балам, емші. Мен сейістіп тұрмын, жақсы болып кетесің, балам, емші деп сұрап жатырмын, баламнан сұрап жатырмын. Алмайтын, аузымен алмайтын. Ембеген ғой вообще енді. Соны қойған жоқ. Қайта. Сосын бір кезде алып кетті Аллахтың қалауымен. Ем кетті, алып кетті. Оны көріп тағы ұрысты медсестра, неге сіз аласыз, неге бүйтесіз? Осыны уже сол күні анализдар алды. Осын келесі обходқа келді заведующий. Алхамдулилля, балаңыз жақсы болып келе жатыр екен, осылай. Не істедіңіз дейтін, айттым, мен өз емшегін бердім балаға, өз сүтімді бердім дедім. Басқа не бердіңіз? Сіз тығып бір нәрсе беріп жүрсіз, соны мен айттым, ештеңе беріп жоқпын. Өзім сүтін балама емізіп жүрмін. Балаңыз жақсы, өкпесі жақсы ашылды, балаңыз бәрі жақсы. Алла қаласа 3-4 күнде шығарамыз, қасыңызға береміз балаңыз деп. Ары қарай жалғастырып, сізге рұқсат деді емізуге. Күнде балам 3 сағат. Күн түнге қарамай, тек маған рұқсат беріп қойған. Сол кезде емізіп сөйттім. Уже бір бәз уақыттан бала неге алып келді.
біз өте көп жаттық, басқа да баланың да бір диагноздар болды, және де палатаға келді. Палатаға келгеннен кейін резко баланы алғым келмей қалды, сенесіз. Палатаға келгесін, Иә, баланы келді. Не себеп болды? Мен білмеймін не себеп. Мен білем, иншалла, мен сол деп ойлаймын. Бұл жерде баланы әкелді, баланы алғым келмейді, вообще емізгім келмейді, қасына жатқым келмейді. Андай суық болып кеттім. Палатада өзіңіз ғана ма? Жоқ, күйеуім мен мамам болды. Күйеуім мен мамам болды. Платный палатада жаттық. Біраз уақытқа дейін, сол күннен бастап отырып күле салам, отырып жылай салам. Депрессия кіріп кеткенмін ғой. Босанғаннан кейінгі әйелдің көңіл күйінің гормондардың өзгеруіне байланысты болатын жағдай. Айтсам болмас да, сіз маған сұрап едіңіз ғой босанатын кезде. Менің құрбыларым бар, осындай жағдайлар болған, мен не жасаймын деп. Бұл кезде негізі әйелдің негізі босануға дайындық, баламен кездесетін кездегі дайындықтардан өтуі керек та. Енді көптен күткеннен кейін енді Айнель ханым босанды, қандай стресстерді көрді, содан кейін бір кезде эмоциональный жаңағы выгорание болды да, и баласын көрген кезде как бы байланыс орната алмай қалды да. Себебі не үшін босанған кезде әйелдің денесіне жаңағы баласын қояды. Ең бірінші ол бала стерильный болғандықтан анасынан барлық бактерияларды алу үшін, және де анасында жаңағы бала екеуінің арасында жіпсіз түзілетін махаббат бар ғой, байланыс, сол байланыс болу үшін. Енді көбінесе кесір тілігінде кейде қояды, кейде сонда реанимацияға алып кетеді, байланыс орнамай қалады да, содан кейін алғашқы тәуліктен кейін анада сонда гормоналды өзгерістер болуы мүмкін. Сол кезде мен Малика ұстазға қолдау ретінде айтқанмын, сізде ондай болмайды, сіз ол баланы қанша күттіңіз, сіз ол армандаған, сұраған балаңыз, тем более сіздің күйеуіңіз күтіп отыр, ата-енеңіз жаңа күтіп отыр. Мен босанғанға дейін ойланып жүрмін ғой, қорқып ше. Айдан аға, менде сондай бір нәрсе болып қала ма деп. Ойламаппын мен. Мен депрессия, мен кірдім, мен білмеймін ондай депрессия, менде ондай жағдай, у меня в тумане болды. Мен мысалы күліп отырып жылай салам, жылай отырып күле салам деген сияқты, и андай қатты ашушаң болып кеттім. Мен жылай берем и ұрсат салам мамаға ұрсат салам. Өзіңіз істеші, күйеуіме айтамын, істер өзіңіз істе, маған тиіспеңдерші, маған вообще ұстамашы, жоламашы деп ше, осындай. Енді өзім некоторые моменттар мен тоже не помню. Мен үйге шығарды, выписка үйге шығарды, сосын комнатаға бағана кіргізіп, сосын сестренкам айтады да үйдегі, сен дейді ондай саған комната кіруге қорқатынбыз дейді, кірсек айғайлап шығарып саласың дейді. Такие моменты не помню. Андай маман сөйлеп жатса, неге ұрса бересің деп айғайлайсың дейді. Неге сен ұрса бересің, нағып отырсың сен деп Марленге ұрсасың дейді. Бұл жүріп тез комнатаға отыр деп отырғызып қоясың дейді. Анда өзің түсінбейсің дейді. Тумай сондай бір моменттер болды. И кішкене мамам да күйеуім де қорқа бастады да. И бана туған ағам тоже айтады да, Марленге айтқан ғой, Құран қоса бер, оқи бер. И маған айтады да, ана аятул курси фатиха оқи бер, ана оқи бер деп. Оқығым келмейді, субханалла. Тыңдасам, мына же бір түнек, бір яма тұрған сияқты. Тыңдағым келмейді ше, сондай. И баланы емізсем жүрегіме енді. Меня долго тошнило меня. И мен тошнит деп айта беремін баланы емізсем. Емізгім келмейді баланы, представляете. И уже біраз, білмей 5-6 ай болды ма, ұзақ болды. Өзім біраз келе алмадым. Субханалла, сол кезде есіме түсті. Мен айтқым келетіні қыздарға, адам сөзіне ғана емес, ойына абай болу керек екен. Ой, мына жердегі Аллах бәрін білуші ғой, не ойлап жатсың сен, ниетін. Өзім бір кезде помню, бір қызға тоже депрессияда болды да, бір қыз. Мен өзім как раз білмеймін, операциядан шыққан кезде білмеймін, депрессияда. Мен айттым, не депрессия сенікі? Тым жақсы бала босанып келіп отырсын. Дейін айтқансыз ғой, солай. Я, до. Мен либо айттым, мен точно не помню, либо мен сол ойладым, но мен точно помню этот момент. Андай ой болды да, не депрессия мына. Либо, значит, мен айтпасам да ойлаған болып тұрмын солай. Но ол болды точно. Мен андай ой болды да, не депрессия мына.
күшті емес па Нет, қайта бала бала туыватсын. туылды шүкір демейсіңдер ма деген сияқты болады ғой. не надо депрессиясы, есть похуже проблемы, девочки, қайда депрессия деп. И сол батыс мен сол есіме түсті мен. Этот сол ой мен прям андай миымнан кетпеді, иншалла мен сол деп ойлаймын. Ол қыздан кешірім сұрадыңыз ба? Негізі Мен айту керек екен. Иә, әрине. Сонда кетеді екен адамнан. Мен сол салып қойды ма сол ойды Алла тағала. Сен Түбін сол таптыңыз кезде ғой, иә. солай деп едің ғой, қалай мұны сен басына алмайды. Субханалла, Аллахым кешірші. Аллахым кешірші. Мен түсіндім. Андай оған да асырып, одан әр адамға Алла тағала асырып бермейді ғой сынақты. Ауруды, сынақты, любой нәрсе асырып, оған сол предел болып тұр ғой, қиналып жатса мысалы. Оған сол үшін, оның жан дүниесіне ол предел, Аллах соны предел беріп тұр. Типа андай болып қалды, значит, мен көп нәрсе, мен любой нәрсе арқамнан ұштай аламын. Значит, мен үшін предел одан да жоғары болып тұр, просто предел. Одан асырып бермейді Алла тағала. Ол үшін сол кісі депрессия предел болып тұр да, мен сол ойлап қалдым да, ол қызға қарап. Не депрессия сенікі деген сияқты. Есть похуже проблемы. Дені сау саған, не депрессия деген сияқты. И маған басыма келгенде өзіме. Сол кезде мен түсіндім. Тәубе еттіңіз, сонда? Әрине. Одан кейін басыла бастады депрессия. Иә. Мен субханалла, Аллахтан кешірім сұрап, астағфируллах, ва атубу илейк. Аллахтан, Аллахым, кешірші Аллахым, мен түсіндім дедім Аллахым. Не только адам сөз, ойы. Иә. Ойға абай болу керек. Сол бумеранг қой, келіп тұр. Мен сол көрсетті маған Алла тағала. Мен тәубе еттім, алхамдулилля. Менде осындай жағдай болды да. Көп естимін да депрессияны. Бірақ мен бұрыннан білетімін да, қалайша деп айтуға болмайды екен да. Қалайша депрессиядасыңдар сендер деген сияқты. Өйткені қалайша деген сұрақ болғаннан кейін Алла тағала былай деп түсіндіреді да. Одан шыға алсаң егер де, содан мен Айданаға айтамын ғой, жаңа Айдана айтып жатқандай. Мен қорқамын депрессиядан деп. Содан Аллаға шүкір, босанғаннан кейін бірақ менде мынандай болды, менікі де кесар тілегімен алды да. Егіз болғаннан кейін менде өте қатты енді ауырып жатыр. Сіз 9-ға дейін көтердіңіз, иә? Иә. Содан Айдана маған бәрін алдын ала айтып қойған, ішіңізді басады, ауыртады деп. Енді мен ең қатты ауыратын бір ауруды елестетіп барғанмын ғой, примерно сондай ауыратын шығар деп. Ішімді басқалар айғайлап жатыр реанимацияда, мен нормально отырмын. Ішімнен Фатиханы оқи беремін. Өйткені Фатиха сүресі обезболивающий сүре дейді кейде. Бүкіл ауруды кетіреді. Соны Фатиханы оқи. Ұстап тек оқи берсеңіз, соны ұстап оқи беремін ғой. басылады. Содан қасында кісі айтады, мына кісінің жаны бар ма, жоқ па, неменеге дауыс шығармайды. Ебір жыламайды, ебір ойбай демейді деп. Содан Фатиха оқысаңшы, Фатиха түгілі өзім атымды ұмытып қалдым дейді ғой. Содан енді Алланың қалауымен жаңағы мен сіздің есіме түсіп кетті да, шынымен де Алла тағала анаға сондай бір күш береді. Өйткені айтады ғой, ананың балаға деген махаббатының, Алланың құлына деген махаббаты, ананың балаға деген махаббаты неше мың есе жоғары екен да. Сонда өзіміз әрең қалтырап отырмыз, уже 2 сағат, 3 сағаттан кейін тұруға әрекет жасаймын ғой, өйткені 2 балам менікі питке апарған. Содан бүйтіп аяқ қолым қалтырап, жүруге шамаң жоқ, енді ішіңді кескен, одан кейін жаңағы жату керек қой, жоқ, жатпаймыз ғой. Мен балама барайыншы, мен де бір емес екеуі деймін. Сонда Алланың қалауымен мынандай болды да, мен босанатын күні 2 егіз, 1 үшем босанды. Машалла. Ана реанимация операционный шулап жүр ғой. Сода әлі таңғаламын ғой, Алла тағала сондай күш қуат берген әйелдерге. Үшеумізде аяқтарым 3-ші этаждан 2-ші этажға түсіп, кәдімгідей баламызға барып, өз қолымыз, аяқта әрең тұрмыз. Главный бізге баланы көру керек. Ананың махаббатын балаға деген, оны ешкім түсіндіре алмайды екен. Сосын жаңа жүкті кезде Фатиха сүресін оқыдым дедіңіз ғой. Менде жүкті кезде жеріктік Мариям сүресі мен Юсуф сүресіне болды. Мынандай нәрсе да, қатты бір нәрсе жегім келеді десе, мен бұрындар қыздар түсінбейтінмін да. Ол қалай болады деп сезінгім келетін. Содан мен қышқыл нәрсеге жерік бола бастадым. Мен наоборот. Ал қышқыл нәрсе, тәтті нәрсе көргім келмейді. Маған қышқыл нәрсе ұнайды да. Содан бір күні жаңа қышқыл нәрсе жесем де басылмайды ғой. Сөйтіп мен кез келген бір ситуация болса, Мариям сүресін тыңдаймын мен. Депрессия деп айтамын, бір іште бір күйзеліс, бір уайым болған кезде Мариям сүресін тыңдаймын. Мариям сүресін тыңдасам басылады ғой. Кәдімгідей бір ішімде мынандай бір нәрсе кетіп жатқан сияқты тынышталдыратын.
Одан кейін Юсуф сүресін тыңдаймын. Не үшін тыңдаймын? Өйткені Юсуф алейхиссалам мен Мариям анамыздың маған өмір ұнайды да. Юсуф алейхиссалам ол әдемі болған. Мариям анамыз ол әйелдердің ең жаңағы жәннаттағы ханшайымы болады. Екеуі маған ұнайды да, сонымен тыңдасам, іштей андай бір тыныштық кетеді да, елестетемін. Менің қызым бір Мариям анам сияқты болады, иншалла. Ұлым Юсуф алейхиссалам сияқты болады, пайғамбар ислам сияқты мінезі де болады деп елестетемін да. Ана токсикоз өзіне өзі басылады да менде. Жаңа жиіріктік. Сондай бір жағдай болды. Сосын мен мына Айданадан мен сұрағым келіп тұр, өйткені мен кез келген бір әйелдерге байланысты мәселе болса дереу Айданаға сондаймын. Айдана осындай деген сияқты. Енді сіз көбінесе пациенттеріңізбен кіресіз ғой роддомға, босандыруға тіпті алдына кіресіз. Тіпті мен де босанып болғаннан кейін Айдана қасыма келген бөпелерге не қылуға. Мен де өйткені қатты уайым болды. Жаңа ұйықтап қалсам, бөпелер жылап қалса, мен еміземей қалсам не болады, бөпелерді дұрыс ұстамай қалсам не болады деген сияқты. Сондай бір жағдайлар болды ма Айдана, мысалға қатты бір сложный операциялар немесе бір босандыру кезінде дұға оқыған, бір фатиха или кескен бір сүрені оқып, бір Алланың жәрдемімен жеңіл шыққан пациенттеріңіз болды ма? Или сіз өзіңіз оқисыз ба сондай кезде? Мен нәрсені айтқым кеткім келеді. Ең басты осы подкаст дұға туралы ғой. 2019 жылы мен Малика ұстазды біз Сәлем қыздар клубы жаңағы Нұрмұракта не ұйымдастырдық қой. Наурыз кезеңін, сол кезде Малика ұстаз сіз жүргізуші болдыңыз да, ұйымдастырушы. Сол кезде бір кішкентай қыздың ба баланың ба тұсауы кесілді. Сол кезде сіз көрдіңіз. Сіз болдыңыз ба? Мен сол кезде болдым. Сол кезде сіздің жылап жібергеніңізді көрдім да, неге жылады екен дедім. Содан кейін айттым, осы кісі бала сүймеген-ау, осы кісінің бала сүюіне мені себепші етіп қойшы деп Аллахтан сол кезде дұға еттім да. Ол кезде бірақ студент едім, енді жұмыс істеп жүрген. Содан кейін осы 23-ші жылы Аллах тағала дұғамды қабыл етеді. И Малика ұстазбен таныстырып, прием жасап, солай етеді. И Малика ұстаздың жаңа жүктілікке дайындық кезеңін бәрін өттік та. Бұл кісі Стамбулда, мен Новосибирскте сабақтамын да. Бұл кісі маған звондайды, мен де о жақта сет дұрыстамайды да, мен балконға шығып, бұл кісіге мотивация беріп жатырмын. Өйткені қорқыныш болады жаңағы, түсіп қалса не болады, дамымай қалса не болады. Содан кейін мен звондаймын да, күйеуім айтады, кімге мотивация оқып жатсың, мына қақаға қыста дейді. Жоқ, ол кісі де көтеріп алса деп. Ең алғаш УЗИ-ін көрдім ғой Малика ұстазбен бірге. Сол кезде Аллахым, мен осылай дұға етіп едім ғой, осы кісінің несіне көтеруіне себепші болайын деп. Аллах тағалам шынымен де дұғамды қабыл етеді. Сондықтан мұсылман бауырды мұсылманға жасаған дұғасы әрдайым қабыл дейді ғой. Сондықтан біреу көтере алмай жүрсе, сіздің жақыныңыз, туғаныңыз, сол кісіге шынымен де перзент қаласаңыз, осы дұғаны оқу керек та. Қандай сөз айтам демесеңіз де, осы кісіге берші деп Аллахтан сұрау керек та. Мүмкін Аллах тағалам сізге одан да хайырлы нәрсе беруі мүмкін да. И мен көп партнерский родыға өзімде Аллахтың қалауымен себепші болған, көтерген кісілерге кіремін да, жақындарыма, құрбыларыма, пациенттерге. Өзім босанбай тұрғанда жиі кіретімін. Босанғаннан кейін қазір кішкентай балам бар, и үйде кешке жақын оны тастап кете алмаймын, себебі әйелдің толғағы түнде басталып қалуы мүмкін. Мен уәде бердім, баруым керек деген сияқты. Енді барған кезде жақында бір 37 жастағы ең алғаш босанған пациентім болды. Сол кісіге кірген кезде ол кісіні де тоже дайындадық. И ол кісі машалғанда Құран оқи береді, барлық хатым топтарында бар, тек аузынан жаңағы зікірмен дұға түспейтін да. И сол кісінің өзі де беззвучный кісі ғой, вообще ауырып жатқанын да білдірмейді. Содан кейін мен кірдім, толғағы тез жаңағы болды. Яғни первородкаларда ол 18-24 сағат болу керек болса, ол кісінікі 6 сағатқа созылды. И сол кезде бала шығайын деп жатқан кезде Айдана дұға оқынышы дейді. Мен егер барлығы жақсы болатын болса, Ясин сүресін оқуға тырысамын ол кезде. Содан кейін аят күрсиді оқимын да, ішімнен дұға ете беремін, Аллахтан жеңілдік сұраймын. И көп барған жерлерімде, егер мүмкіндігі болса, зәмзәм суымен жаңағы ажуа құрмасын алып баруға тырысамын. Себебі Аллах тағаламыздың өзі де жаңағы Мариям анамызға айтады ғой, ана құрма ағашын барып ұста, құрма түседі, содан кейін жейді толғағы. Себебі құрманың құрамында окситоцин гормоны бар да, ол толғақтың жеңіл өтуін, жеңіл келуін қамтамасыз етеді. Соны алып барамын, ішкіземін. Себебі босанып жатқан кезде адам шөлдейді кәдімгідей. И сол кезде шынымен де аузына су құю керек та. Сол зәмзәм су болғанын қалаймын. Содан кейін сондай дұғалар айтып тұрамын. И сол пациентімде ерекшелігі андай ешқандай разрывсыз, тез бала жеңіл шықты да. Еще тезірек шығара салса болмай ма дейді, толғақ қысып жатқан
сөйтіп ана толғағымыз тез өтті и осының барлығы дұғаның себебінен деп ойлаймын. И жаңағы құрманы не істеп босанып болғаннан кейін баланың аузына таңдайына жаңағы сүннет ретінде оған жақтық. Шындықтан егер кім босануға дайындалып жүр, кім босанғысы келеді, осындай егер сіз бала көтере алмай жүрсеңіз, екіқабат әйелдер үшін дұға жасаңыз да, сол екіқабат әйелдің қажеттілігінен шығуға тырысу керек та. Сонда толғағын жеңіл өту үшін дұға сұрап, сол кезде Аллах тағала да ол адамға жаңа жүрегіне салып қояды. Содан баласын көмектесу керек, бағысып, сол кезде бәрібір аналық инстинкт деген нәрсе пайда болады да. Сондықтан тағдырды өзгертуші, тағдырды құбылдырушы Аллах тағала болғандықтан міндетті түрде осындай кішкентай лайфхактарды істеуге болады. И міндетті түрде біз қазір көбісі ойлайды да, роддомға барғанда дәрігермен келісу керек, жақсы даула алып кіру керек, мына дәрігерді танысымды алып кіру керек деп. Ал ең бірінші оған дұға оқитын, жаңағы таза адам, дәретті адам болса, одан кейін немесе өзіңіз сол босану кезінде де көп Құран оқып, дұғаларыңызды жаттап, ол кезде қандай жағдай болмасаңыз, аузыңыздан Алла түспейтін болса, Аллах тағала сіздің қасыңызға періштелерді жіберіп, неше түрлі жаңағы сұрақтан алып шығуы мүмкін. Мен бана айтып ұмытып кеттім, шынымен мен всегда дұғама қосатынмын. Менде екі танысым бар, даже бала сүйе алмай жүр біраз уақыттан бері. Соларды всегда қосатынмын. Көтермей тұрып та, көтеріп та. Аллахым, наделяющий потомством. Аллахым, сен дұғаларды қабыл үшін сенің құдіретің шегі жоқ. Жанды беретін өзің. Аллахым, соларға атын айтам. Солар құрсағына бөпе берші Аллахым деп сұрайтынмын всегда. Сол кезде тоже ағам айтады да, бауырын айтып тұр, бауырына жасаған дұғасы иншалла қабыл болады. Періште сол айтады да, періштелер айтады, амин саған да деп. Бана сол Айдына ханым айтқандай, барлық әрекетті жасауға керек негізі. Но, конечно, бірінші орын ол дұға. Біреу үшін жасаған дұға иншалла қабыл болады. Мысалға, көп қой, мен өзім 7 жылдан кейін босандым, көтердің аламын. Сіз 10 жылдан кейін. Айдына, сіз дереу босандың, көтердіңіз ғой дейме? Ондай не болған жоқ. И сонда мынандай ситуациялар болады да, өтіргеніміз қан или мысалға, кешке қарай жасқа жатып деп жылайтын кездер болады. Сосын бала туралы бір кино көрген кезде жылап қаласың. Сосын өзіңмен қатар бала сүйе алмай жүрген подругаң, құрбың, көтеріппін десе жылап қаласың. Сосын достарыңмен жиналасың да, сол кезде жаңағы бөпелерін көтеріп, барлығы өзімен өзі отырған кезде, өзің бір өзің жалғыз қалған кезде бір ішіңнен жылағың келіп тұрады, бірақ түріңді білдірмейсің деген сияқты. Ондай жағдайлар болады ше? Ондай жағдай менде болды. Маған мен бана айттым, негізі қатты балажанмын деп айта алмаймын негізі. Для меня было комфортно просто жить с мужем, все нормально, как бы негізі шын керек та, өтірік айтудың ештеңесі жоқ. Өтірік айтып керек емес. Бұл жерде мен кішкене сіз айтқандай, бана жылап қаласың, қиналып қаласың деген, мен күйеуім біреудің баласын сөйтіп сүйсініп, ойнатып жатқанда, сүйсініп бақып беріп жатқанда, сүйсініп бана баланы бәтшіт болып біздің білмеймін енді, Аллах соған беріп қойды да, сондай балажандық. Мен әкем де балажан, сондай кісі, балажан кісі. Сондай малин бана самолетта тоже бір мысалы ана баласын жұбата алмай жатады, малин сразу ойнатып қолға алып, кішкентай бала болса да, бәрі кішкентай айлық бала болса да, ойнатып көтеріп, неше түрлі істеп, ана бір любой баланы Аллахтың қалауымен тыныштандырып алады да, ойнатады. Мен бүкіл племянницам жақсы көреді, бүкіл племянницам жаман жақсы көреді Марленді. Мен туған сестрам балдары, мысалы, Абай дейтін уже өсіп қалды. 8 айынан бастап Марлен қашықтатын болды. 8 айынан бастап Марлен қашықтатын болды. Сол әлімге дейін үш оқи ма уже кім баласы? Марлен баласы ма? Марлен баласы ма? Вот сол нәрселер маған кішкене ауыр тиді. Күйеуіңізге байланысты, бала сыйлай алмау. Мен үшін сол сондай сәттерді көру, Марлен біреудің баласын жүгіріп барып ойнатып келу, соны қарау, бағу, ұйықтату мен үшін андай. Вот мужчина же хочет, желание у него прям вот. И ойланып көріңіз, өзінің баласына қалай болады, мысалы.
мама папа бәрі тоже елестететін тоже мәлім баласы болса ой білмеймін шынымен де енді Димаш босанған кезде қатты көмектесті ғой енді мәлім қатты көмектесті. И түнде маған ұйықтап ал дейді да, түнде мен өзі емізетін кезде оятады. Бала кішкентай 2-ақ килограмм бүйтіп мына жеріне бүйтіп ұстап жатады екен. Мен туған сестрам көмектеседі үйге кіріп. Сол кезде түнде мен 12 сағат па, мысалы 6-ға дейін 12 дейін сияқты өзі ұстап жатады баланы осылай. Мына жеріне қойып баланы ұстап жатады. Осыны Асия ұрсады, ұйықта соған сестрам ғой бана. Ұйықта, Малин, ұйықта, бала ешқай уже опытны ғой олар. Малин ұйықта, ештеңе болмайды бала. Бір нәрсе керек болса жылайды бала деп. Ол жыласа мен тұрмай қалсам, оянбай қалсам, тез қарны ашып қалса, а вдруг ол тез толып қалады, мен ауыстырып үлгермей қаламын. Жоқ, мен ұйықтамайды түнімен. Представляете? 4 ай ұйықтаған жоқ түнімен. 4 айдан кейін сестрам айтты мама, Малинде, Анелде болмайды екен. Қатты гиперактивность. Дұрыс емес. Гиперзабота дейді, тым қатты шектен. Гиперзабота, иә. Сондай жақ қатты қарайтын болды біздің Малин. Таза ұстау баланы, қолын жуып келіп ұстау деген сияқты, лишний ешкімді кіргізбеу. Ондайларға өттік қой. Сол кезде мама айтты, мама Анелді алып кетіңдер, папа айтты. Кішкене қарасып бақып бірсін Малин демалсын, жұмысын дұрыстап істесін, вообще тек бала Малин ой болды. Жұмысын дұрыстап қолға алып, жұмысын уайымсыз жұмысын жасап, демалсын кішкене, вообще демалмайды деп, мына екеу. Сосын мамам келіп кішкене алып кеткен, папам келіп 1 айдай кішкене болдым. Ой, Малин шыдамай. Келіп алып кетті, 1 ай болмай. Қой, мен болмайды. Сен өзіңе түсіндірген дело, бірақ балам болмайды екен деп. Келіп алып кеткен бар солай. Машалла. Мысалға мынандай да, мен көп ерлі зайыптыларды білемін да. Менің жолдасымның өзіне кейбір кісілер екінші айта алмайсың ма деген сияқты әңгімелер болған екен. Енді болмайтын сияқты ғой Маликада деген сияқты. Ал жолдасым айтыпты, жоқ, ажырасуға бала себепкер емес деп айтқан. Ол біздің ғалымдарымыздың да сөзі бар да. Егер ерлі зайыптыларға бала болмайды деп жатқан болса, ол бала ажырасуға мүлдем себеп болмайды. Бұл жерде Алла тағала 2 ерлі зайыптыға арасына махаббат, сүйіспеншілік, бір-біріне деген құрмет берген кезде, бұның өзінде сақтап қалу, бұның өзіне де қиянат жасамау үлкен жауапкершілік. Егер де ерлі зайыпты, енді біреу 5 жыл, біреу 10 жыл, мүмкін біреу 20 жыл көтерген жоқ. Біз о нәрседен өткеннен кейін біз оны түсінеміз да. Егер Алла нәсіп етсе балалы боласыз, иншалла міндетті түрде Алла бала береді. Сол уақытқа дейін, Алла баланы бергенге дейін, Алланың сіздердің араларыңызға аманат қып берген махаббатын адал ұстап қалу керек та. Қайта бір-біріңізге мықты қолдау көрсетіп, бір-біріңізге андай болды ажыраса салайық, кете салайық деп емес, иншалла бізде болады жаным, еш уайымдама, Алла қаласа бізде енді 10 бала болады, 20 бала болады деп тіпті армандай берсе, Алла сол дұға тілектерге де негіз нәсіп етеді. Сол үшін оған бола ажырасып, осы балаға бола жаңағы басқа бір жолын қарастыру қажет емес деп ойлаймын. Өйткені депрессия кезінде, ой, кешіріңіз, айта беріңіз. Сонда сол дұрыс айтасыз. Бұл жерде күйеуінің поддержкасы қатты маңызды да, әйел адам біз тез сынып кетеміз ғой. Күйеуінің поддержкасы и давление қай жақтан болады, қайын жұрт жақтан в основном, да, мысалы бывает, мысалы енелері қолдаса екен, көп енелер бар ғой, мысалы ой, бұл әйелін босанбай жатыр ғой, тума көтермей жатыр ғой, баласына давить етеді да, көтермей жатыр ғой, баласын дейді, сосын шайтан азғырады, аузубилләһи, азғырады. Не үшін семья көбінесе тумай жатып ажырасып кетеді да. Бұл не только бұл жерде екеуінің қарым-қатынасы, себепкерлер де бар да, и әрине бана аузубилләһи азғырады да, сен әйелің босанбай жатыр ғой, сен әйелің көтермейді деп азғырады ғой, құлақтан азғырады. Мысалы, были врачи, субханалла, которые мен күйеуіме айтатын врачтар да болды. Балам, болашағында ойла, ұрпағында ойла, саған бұл әйел ұрпақ бермейді. Сен ана кішкене ұрпақ керек па? Сен дені сау ғой, сен кішкене өзіңді ойла, сен бұл қашанға типа бұнымен жүресің деген сияқты.
ештеңе вот ешқандай сол қыздарға айтып ешқандай күйеулеріне басым айтатын бұл жерде ешкімге ешқандай сөз жақсы көресің ба әйеліңді аманат етіп алдың ба әйеліңді до конца қиянат жасамай бағанағыдай тек қана әрекет и Аллахтан никогда үміт үзбеу 10 жылдан кейін беріп тұр 10 жыл 10 күн 5 ба 10 ай емес да 10 жыл дейтін это үлкен срок былай қарап отырсаң Аллах берді ғой мысалы бізге де көп мұндай нәрселер болды бана ой енді көбісі айтты Марленге Марленге көбісі айтты сен қашанға бүйтіп жүресің ана кислородын арқалап сен басын істемей ма сен дым ойламайсың ба сен бұл қыз бұл вообще бұл адам болатын қыз емес қой мынау дейтін деген сияқты өте көп адамды айтты оған айтпадым емес не істеп жүрсің сен деген сияқты Марленге мысалы до того мен қатты жұқпалы аурумен ауырған кезде қасында сондай больницада жаттым мен просто мне пришлось мен өзім алмастым мне пришлось больницада жатып операция жасауға потому что мен хирургым сол операцияның заведующий болды хоть бізге тап-таза палата берсе де но больница такая инфекционная мындай өте қатты ауру жататын больница болды андай қатты жұқпалы жататын адамдар болды да сол кезде де күйеуім Аманжолович айтып мен ешқайда кетпеймін мен осының қасына маған орын тауып беріңіз мен бұны тастап мен үйде қона алмаймын деді бұны операциядан кейін мені бағу бар деген сияқты мен бүкіл операцияны мамамен бана күйеуім алып шықты Аллахтың қолымен ешқандай мен әрекетсіз жатқан кездерімде мені жуындыру бар киіндіру бар вот сол кісілерге Аллах разы болсын сол кісілер и сондай поддержка Аллах бәрін көріп тұр ғой и вот сол күйеулеріңіз әйелдеріңізге поддержка беріңіздер никогда тіліп айтпау керек те әйелдің қолында емес қой бала көтеру сен не көтермей жатсың неге екен не болды екен неге олай сұраудың өзі негізі әдепсіздік жатады деп ойлаймын мен енелер да көп давить етеді мысалы көбінесе не все конечно но есть такие и вот айтатын да ол сіздер ол әйелдің қолында емес ол Аллахтың қолында вот сіз де енесіз де ата енесіз де күйеуіне сабырмен күтсеңіз никогда үміт үзбесеңіз Аллах береді міндетті түрде береді Аллах сіздің ниетіңізге қарап тұр ғой сіздің ниетіңізге ол бәрін білуші ғой Аллах сіз сомневаться етсеңіз андай әйеліңізге сенбесеңіз не үшін береді сізге Алла тағала мысалы сіз дайын болмасаңыз әке болуға не үшін береді Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қыз-келіншектер, сіздерге керемет жаңалықпен келіп тұрмын. Біздің теңдессіз дұғалар атты кітабымыз жарық көрді. Кітаптың сыртында көріп тұрғандарыңыздай, әрқайсымыздың өмірімізде шиеленіскен, тура шешімі жоқтай проблемалар өте көп. Мысалға, қарызға бату, иманның әлсіреуі, қарым-қатынастың нашарлауы, балаға мұқтаждық тағы басқа. Әрбір мәселенің міндетті түрде шешімі болады. Яғни, шиеленіс дағытып беретін кілті болады. Ол дұға. Дұға біздің иманымызды арттырып, Алла тағаламен қарым-қатынасымызды реттейді. Теңдессіз дұғалар кітабында дүниемізге және ақыретімізге пайдалы болатын көптеген дұғаларды жинақтадық. Кітапқа алғашқы тапсырыс бергендерге керемет сыйлықтар дайындадық. Олар Рамазан құпиясы атты сабақ және 3 адамға ерекше сыйлықтар бар. Умра қажылығы, Стамбул қаласына саяхат және ақылды чемодан. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Сосын мен байқағаным, неше жыл күтсең де, бала туылғаннан кейін ұмытып кетеді екенсің. Көрмей, мен бәрін ұмытып кеттім. Как будто 7 жыл күтпеген сияқтымын, жыламаған сияқтымын. Айна мысалы жаңасы бірінші айттыңыз. Жалпы жүктіліктің болмауы негізінен көбісі бізде ойлайды, әйелдер жағынан деп ше. Бірақ жүктілік болмауы, яғни бесплодие, яғни бедеулік дегеніміз 50-50 да, ер адамның факторы бар, әйел адамның факторы бар да. Мен практикамда енді мен ондай бір 20 жыл 30 жыл жұмыс жасамасам да, практикамда көрген нәрсе егер ер адам жақтан причина болатын болса, онда әйелдер ешқайда кетпейді да. Сол ер адаммен бірге, сол қайғыны, сол жаңа сынақты көтерісіп жүреді да, до конца барады да. Спермасы 0 болсын, сондай бір жағдайлар болсын. Ал егер әйел жақтан болатын болса, білмеймін енді ер адамдардың әлсіздігі ма, сондай не істейді, ол отбасыны сразу бұзуға тырысады, немесе жаңағы сенен кінә деп бетіне басуға тырысады да. Неге қоғамда сондай дана бізде? Неге әйелдер кінәлі?
стереотиптер сондай сияқты да. Себебі қоғам сондай бізге не тағып берген, жаңағы ойлар тағып берген, яғни не дейді, бала әйелге байланысты сияқты дейді. Ал қазір не көп, мен қазір жас отбасылар көп та, 2003-2002 жылғы отбасылар көп. Мен қараймын, енді ғана 18-20 жасқа толған ер балалардың спермограммасы 18-15%, 7% көрсетті. Былай қарасаң, жас балалар қазіргі 40-50-дегі ер адамнан жаңағы анализдермен сәйкес келмейді. И олардың әйелдері уже 2 жыл, 1 жыл көлемінде көтере алмай жүрді. И қыз балаларды әйелде соны дұрыс көреді, кінә менен дейді. Сіздің жолдасыңыз тексерілген ба десе, жоқ, маған айтты, сенен жақтан дейді. И күйеуін тексеруге біз міндетті түрде бірінші ер адамды тексеріп аламыз, себебі ол кісі бірақ қана анализ тапсырады. Егер ол жақсы болатын болса, барлығын әйел адаммен жұмыс жасаймыз да. И қарасан, кінә қызда болмайды, кінә ер адамда болып шығады. И менде бір пациент болды, Ақтаудан келген, көтермегеніне 4 жыл, әйелді ғана кінәлаған, әйелдің циклы барлығы дұрыс болғанда, соңғы 6 айда уже циклы жоқ болып кеткен, былай айтқанда, стресстің себебінен. И анализін тексерсек, осы Алматыға келіп тексереді, сөйтсек, негізі причина жолдасында болған екенді, диагноз болған, кішкентай кезінде операция жасалмаған. И отбасының барлығы сенен кінә емес деп жаңағы әйелден кінәні алады да, бірақ үйіндегі жаңағы қайын жұрты келеді, яғни баласының кінәсін мойындамай, балам емделеді ғой дейді, ал ана қыздың сол 3,5 жыл бойы көрген қорлығы, сол етек кірінің қазір жоқ болып кетуі, ұрық сапасының төмендеп кетуі, сол отбасының өздеріне жасап отырған қиянаты да. Ол депрессиядан да болады. Қазір неге өте жаңағы ерте климакс деген нәрсе бар да. Қыздар, сондықтан мен сіздерге айтатыным, күйеуге шыққандарыңыз болсын, шықпағандарыңыз болсын, жаңағы гинеколог ретінде айтамын, өзіміздің денсаулығымызға өте мұқият болуымыз керек та. Себебі қазір біз болмайтын киім үшін, болмайтын дүние үшін уайымдап жүрген кезде, біз шынымен де өзімізге керек ең бағалы гормональды фонымызды, аналық безімізді құртып алатын болсақ, болашақта біз қандай сүйген жақсы жігітке шықсақ та, өзіміздің шынымен де бұл кезде дәрігерлер айтпаса да табиғи жолмен бала болмайды. Себебі бұл кезде уже сіздің аналық безіңіздегі қорыңыз бітті. Не сіз жаңағы эконың көмегімен басқа әйелдің ұрығын алуыңыз керек, ол енді шариғатымызға рұқсат етілмеген. Сондықтан осы нәрсені ойлауымыз керек та, біз переживать еткен кезде шынымен де болатын нәрсеге күйінуіміз керек та, ақыретіміз үшін, ата-анамыз үшін деген сияқты. Енді біреудің проблемасын алмаймыз, бірақ болмайтын, қоғамда болып жатқан, әлеуметтік желілерде біреуге қызығып, сол нәрсеге депрессияға түсіп кетіп, сондай ұрығымыздың сапасын нашарлатып алатын болсақ, ол шынымен де болашақта ғасыр дерті болуы мүмкін да, бесплодие деген нәрсе. Сондықтан қазірден бастап негізі бала көтере алмай жүрген себептердің барлығы қыз кезіндегі, кішкентай бала кезіндегі емделмей қалған аурулардың себебі ғой. Себебі қыз баласын бізде не істейді, гинекологқа тек қана күйеуге шықса ғана, или қыз жаңағы зорланып қалса ғана, немесе бала көтере алмай жүрсе, сондай жағдайда ғана алып барады. Ал гинеколог деген 0 жастан бастап, балалар гинекологы бар да, кішкентай кезден бастап қыздың жыныстық жетілуін, ер адамның жыныстық жетілуін дамытып, тексертіп отыратын. Егер неге қазір қыздарда былай ашық айтқан кезде, енді бұл қыз келіншектерге арналған подкаст қой, ол жерде қазір неге әйелдердің көбісінің трубасы жабылып қалған? Себебі кішкентай кезінен бастап оларда ақкір выделение келеді да, жасыл түске асады, оны емдемейді уақытында дер кезінде. И уақыт өте келе ол біздің жыныс ағзамызға әсер етеді. Күйеуге шығамыз, 1 жылдың ішінде жүктілік болмаса проблемаға барамыз, ол проблема қайда жатыр? Біз қыз кезімізде жатыр да. Сондықтан құрметті аналар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, қыздарымызды қорқытпай, шошытпай, гинекологқа кішкентай кезінен бастап тексертіп үйрететін болсақ, біз иншаллах көптеген проблемалардың алдын алуға боламыз да. Бізде гинекологқа бару как будто бір ұят нәрсе сияқты да. Қазіргі 2000 жылғы қыздарды қарасаңыздар, гинекологқа келген кезде спокойно жатады. Оларда деген андай не тырысу, ұялу деген нәрсе жоқ та. Бір жағынан ол ашықтық, бір жағынан ол басқа нәрсе, жаман нәрселерге алып келуі мүмкін да. Сондықтан біз қоғамда, үйде ананың міндеті баламызға, қызымызға болашақ анасын, болашақ ана дегенде тек қана үйдің шаруасын ғана емес, сол денсаулыққа байланысты да біз көптеген ақпараттар беруіміз керек та. Кішкентай кезінен денсаулық ол құндылық екенін. Себебі қандай аналар бар қазір, әйелдер бар, денсаулығына салғырт қарайды да, и оны көріп өскен қызда ол солай қарайды. Біз шынымен де біз қазақтың қоғамдағы
әйелдерді алатын болсақ, денсаулығына мүлдем салғырт қарайды. Ол лишь бы жүре берсе болды, баланы ауырып жатыр десе, соған баласына витамин алады, ал өзінің денсаулығына келгенде бір узимен бір гинекологқа баруға ақшасын аяуы мүмкін да. Сондықтан біз қызымызға не тәрбие береміз, не көреді ол, болашақта ол біздің сол қыздың қандай бала дүниеге алып келеді, қандай ұрпақ біз өрбітеміз, соған байланысты да. Сондықтан біз бесплодие деп қазір біз озана себептермен жұмыс жасап салдармен жұмыс жасап жатырмыз ғой. А біз ол себепті сол кішкентай кезінен бастап қозғауымыз керек та. И тағы да айта кететін нәрсе, ол жаңағы әйелдер жүреді, көбісі барлық жерге бардық, ана дәрігерге бардық, мына дәрігерге бардық дейді да. И бесплодияның психогенді деген факторы бар да, осы нәрсеге акцент салып айтқым келеді да. Анализдердің барлығы идеальный болуы мүмкін, барлығы жақсы болуы мүмкін да, әйел психологиялық жағынан дайын болмауы мүмкін ана болуға. Оған енесі айтуы мүмкін, қоғам айтуы мүмкін, біздер айтуымыз мүмкін. Сен неге көтермейсің, неге бала сүймейсің? Мүмкін әйел іштей қаламауы мүмкін да ол нәрсені. Сондықтан біз қоғам сондай стереотиптерді жоюымыз керек та. Яғни біреудің балалы болуы, болмауы бізді қызықтырмау керек та. Себебі ол интимді нәрсе ғой. Оның өзіне мүмкін олар отбасы бала жасағысы келмейді шығар қазір. Сондай нәрселерді біз тақпауымыз керек та. И сол кезде ол адам дайын болғанда сол баланы көтереді. А біз оны миын жей берген сайын ол оймен ойлайды, одан кейін ол мидағы гормондардың бәрін қозғайды, а ол гормондар біздің жыныс ағзамыздың дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін да. Сондықтан біз не жасаймыз? Ал ол жүйке жүйеміздің тыныш болуы үшін, жаңа зона комфортадан шығу үшін, ол біз Аллахпен байланысымыз жақсы болу керек айналып келген кезде. Өйткені жүректер Алланы еске алумен тынышталады. Себебі бізде денсаулық дегенде не деп үйретеді? Ол бізде жарақат болмау керек, бізде ауру болмау керек дейді ғой. Ал денсаулық дегеніміз ол психикалық тұрақтылық, яғни эмоционалды тұрақтылық болу керек. Физикалық, яғни біздің қан жүйеміз барлығы тұрақты болу керек та. Үшіншісі, біз рухани сау болуымыз керек. Егер біз рухани сау болмайтын болсақ, біз сау адам емес, біз яғни бізде денсаулық жоқ деген сөз. Осы рухани саулыққа жеткенде ғана ол тепе-теңдік сақталады да, нәтижесінде бізде сау ұрпақ болады. Сондықтан не істейміз? Барлығымыз бүгіннен осы Рамазаннан бастап ниет етейік, денсаулығымызды қолға аламыз деп. Бұның ішінде рухани саулықта, физикалық саулықта, физиологиялық саулықта жүзеге асады. Сондықтан осындай қасиетті айда барлығымыз шынымен де кімге бала керек, кімге денсаулық керек, кімге жаңағы дүние мүлік керек, кімге ақырет керек, осындай мүмкіндікті пайдаланып қалуымыз керек. Дұға керек міндетті түрде. Дұға ол барлық нәрсенің жаңағы алынбайтын қамал жоқ дейді ғой. Сондықтан дұға жасайық. Сондықтан ер азаматтар да, әйел адамдар да бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек та. Себебі ол шынымен де сіз айтып жатсыз, бала болсын, болмасын, ол біздің сынағымызда, әркімге сынақ ол әртүрлі келеді. Және де біз ұмытпауымыз керек, Аллах тағала құлына тек қана көтере алатын сынақты береді. Демек сізде данный момент бала жоқ па, немесе денсаулығыңыз жоқ па, демек сіз бұл сынақты көтере аласыз да. Егер сіз ол сынақты көтере алмай сынып кететін болсаңыз, Аллах тағала ол сізге сынақты бермейтін еді. И біз білуіміз керек, әрбір жаман қиыншылықтан кейін міндетті түрде Аллахтың екі жақсылығы келеді дейтіндей. Сондықтан былай исламмен қарайтын болсақ, өмір жеңілді. Әрине. Егер біз исламнан бөлек болатын болсақ, мен қанша пациенттерді көрдім, енді маған түрлі пациенттер келеді ғой. Біреуіне Аллахпен байланыстырып айтып отырса, айтады, мен сізге мүмкін келгендегі себебім осы Аллахты ұмытып кеткен шығармын, осы сөзді есту үшін ғана келген шығармын дейді. И Аллахтың қалауымен ол пациент 1-2 айдан кейін көтеріп кетеді да, себебі Аллах оның жүрегіне келді да, мен аузымнан сол сөз ғана шығу керек болды. А кейбір пациенттерге оған мүлдем айналып былай барып солай айту керек болатын жағдайлар болады да. Сондықтан өзіңізге лайық жаңағы врачты табу керексіз, өзіңізге лайық адаммен жұмыс жасайтын болсаңыз, кейбір мен барлығының көңілінен шығам деп айта алмаймын да, менің де пациенттерім болады, менімен бірге жұмыс істей алатын, тура сол сияқты сізге тән, өзіңізге тән дәрігер болуы мүмкін да. Сол пациент врачпен ұзын жолға шығасыздар да, нәтижесі Аллах тағала қай жерде сіздерді жаңағы тосын сыймен күтіп тұратын белгісіз да. Бірақ сол жолға шыққан кезде жолдасыңызбен, врачпен, Аллахпен бірге байланысқа шығу керек та. Сол кезде біз түптің түбінде сол жолдың түбіне жетеміз да. Ал бірақ ол жол қандай болатыны белгісіз. Біреуге тау сияқты болуы мүмкін, біреуге түзу болуы мүмкін, біреу адасып кетуі мүмкін, бірақ сол жолдан айнымауымыз керек та. Сондай нәрсе. Енді мен мына бір нәрсені айтқым келеді, подкасттың соңына қарай. Балалы бола алмай жатқан, немесе қатты аңсап жүрген, немесе қазір жүкті әйелдерге бір маңызды үш нәрсені айтып кетейікші. Өзіміздің өмірімізден
ала отырып Анеля Аллахқа айтқыңыз бәрі келеді? оңай. Үміт үзбеу, Аллахқа байлану. үміт үзбеу. Вообще. Тахаджуд. Машалла. Тахаджуд себеп болады. Күшті себеп болады тахаджуд. Мен өзім қалай көтердім, сол себептер көтердім. Мен үміт үзбедім Аллахтан. Тахаджуд. Вот да. Мен айтпаймын, мен күнде тұр деп, но Шаман келгенше тұра Иә. беру керек. шаман келгенше тұру керек. Тахаджуд. Әрине дұға. Закария пайғамбарымыз алейхиссалам дұғасын, сол дұғамен, мен өзім білемін, сол дұғамен көтерген қыздар өте көп. Иә. Бәлем жылдап көтермей, именно сол дұға себепті көтеріп кеткен мағынасымен білу керек та. Потому что сен Аллахтан сұрап жатсың, Аллах саған бермейді емес, береді иншалла. Но никогда андай ойлама, ойымызда абай болуымыз керек. Неге маған бермей жатыр, мен Аллах сұрап жатырмын ғой сенен деп. Демек саған хайыр жоқ оны әзір. Демек сен өміріне қауіп бар. Бір какой-то бір себеп бар бір ол жер. Если саған бұл бұйыртса Аллахқа бересі, оңай бере салады ғой. Сол мен үшін үміт үзбеу, тахаджуд и бана дұға. Негізі мен байқағаным, мына дұғалар кітабын бала сүйгеннен кейін қырғына шыққан кезде, мен негізі одан алдын ниеттеніп жүргенімде, иншалла дұғалар кітабын шығарсам деген. Бірақ ешқандай бір не болған жоқ та, өйткені өзім дұғаға әбден байланған адаммын. Мен өзім дұға еткеннен гөрі маған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дұғаларын оқу жақсырақ та, өйткені ол кісілер жүректегі нәрсені точно айтады ғой пайғамбарлар ше. Содан мен осы теңдес дұғалар кітабын негізгі шығарудағы мақсатым, мысалы кітаптың сыртында біз бейнелеп қойғанбыз да, мынандай. Барлығымыздың өмірімізде, мысалы бүгінгі подкаст бала туралы болды ғой. Балаға қатысты шиеленіскен мәселелер бар. Күйеуге қатысты біреулердің проблемасы өте көп, немесе қарызға батқан кісілер, финансовый мәселелер. Сонда шиеленіскен нәрселердің барлығының бір ғана шешім бар да, кілті ол дұға. Сосын мен өзім балалы болып, Алланың қалауымен 7 жылдан кейін егіз перзент сүйгеннен кейін менде ниет болды. Аллахым, маған осындай перзенттер нәсіп еттің, балалар. Сау етіп бердің, Аллаға шүкір. Енді менің шүкірлігім ретінде басқа қыз-келіншектерге, басқа адамдарға да дұғаның күшін, құдіретін түсіне алатындай, жеткізе алатындай осындай дүние жасаймын деген болатын. Алланың қалауымен оңай кітап құрастырылды, Аллаға шүкір. Бұл жерде тек көбінесе пайғамбар саллаллаху сахих хадистерін алдық та, өйткені бізде қазір сахих емес хадистерден де Құран дұғалар қарай береді ғой. Иә, дұрыс айтасыз, иә. Негізі алыңызда дұғаны оқи беру керек, айта беру керек, Алла тағаладан сұрай беру керек иншалла. Енді Айдана, сізде үш негізі қағида қыздарға. Ең бірінші Аллахпен байланыс, ол Құран, дұға, тілек, намаз, иә, кез келген жағдай қандай халде болмасақ та Аллахтан сұрау. Екіншісі әрекет ету, яғни амалын жасау, мүмкін дәрігерге қаралу, мүмкін денсаулығын қарату деген сияқты. Үшінші, және де міндетті түрде садақа беріңіздер. Себебі садақа, бірінші садақа беріңіз, сол садақадан Аллахтан дұға етіңіз. Егер бала керек па, Құрманғазы ұстаздың жаңағы дәрістерін көп тыңдаймын да, сол кезде Құрманғазы ұстаз да өзінің жаңағы өмірінде болып жатқан нелерді айтады, мысалдарды. И шынымен де бірінші біз көбінесе дұға етіп аламыз да садақа береміз ғой. Ал ең бірінші садақа беріп, оның артынан шынымен де дұға жасауымыз керек екен. Дұға қандай болатын болса, садақа да одан қалыспайды. Сондықтан міндетті түрде садақаны көп берейік. Себебі садақа бәле жаланың алдын алушы және бізді көптеген жаңағы ризықтарға жетелеуші. Машалла. Рамаданда дейсіз. Алла разы болсын, қыздар. Сізге де Алла разы болсын. Негізі әлі де біраз айтылатын нәрселер бар ше. Егер де оқырмандар, ұстаз біз бұның жалғасын қалаймыз, Айдана ханым көп нәрсе айта алмай қалған сияқты, Анеля ханым әлі толық біраз нәрсе қалып кеткен сияқты ғой деп ойлайтын болсаңыздар, қайтадан жалғастырыңыздар деп комментарийға жазып кетіңіздер. Сосын эфирдің басында мен сіздерге уәде еткендей, қайтадан қайталап кетейін, кім өзінің осы дұғаға қатысты немесе бала сүюге қатысты болсын, керемет өзінің дұғасын комментарийге әдемі етіп күшлеп жазса, арасында ең мықты 10 комментарийді аламыз да, сол кісіге мына теңдес дұғалар кітабын сыйлыққа береміз. Мақсатымыз сондай мықты әдемі дұға ететін кісілерді оқып, біз де шабыттансақ екен, біз де бір мотивация алсақ екен дейміз. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Алла тағала екі дүниенің бақытын берсін. Ең бақытты құлдарының қатарына етсін. Қиямет күні
фирдаус жәннатында осылай отыруымызды, күліп бір бірімізбен шай ішіп отыруымызды иншалла нәсіп еткен болсын. Көршілес қалай. Келгендеріңізге әмин, келгендеріңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, Алла тағала сіздердің де барша дұға тілектеріңіз қабыл етсін, екі дүниенің бақытын берсін. Осымен эфирді аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.